اللهم صل على محمد وآل محمد. Сөзсіз барлық мақтау Алла Тағалаға тән. Алла Тағаланы мақтаймыз, Алла Тағаладан жәрдем тілейміз. Істеп қойған істеріміздің кесірлерінен, жан дүниеміздің жамандықтарынан Алла Тағалаға сыйынамыз. Аллах Тағала кімді тура жолға салса, оны адастырушы жоқ, кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ. Сондай-ақ Аллах Тағаладан басқа тәңір жоқтығына куәлік береміз, жалғыз әрі оның серігі жоқ, және Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екендігіне куәлік береміз. Және де сүйікті пайғамбарымызға Аллах Тағаланың салауатын, сәлемін, рахым, берекелерін тілейміз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, Аллах Тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін. Біз сіздермен пайғамбарымыз саллаллаху өмір баяны атты имандасу дәрісіндеміз. Алла Тағаланың сәттілігін тілей отырып, тоқтаған жерімізден жалғастырамыз. Өткен дәрісімізде жалпы пайғамбарымыз саллаллаху «Я айюхал муддассир», «Ей бүркенуші, тұр да ескерт» деген бір қатар аяттар, талаптар түсірілгеннен кейін пайғамбарымыздың 3 жыл жасырын түрде насихат жасағандығы туралы айтылды. Және сол 3 жылдың ішіндегі жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху сахабаларға қандай тәлім тәрбие бергендігі, жалпы сол кезде олардың рухани жағдайларының қалай дамығаны, қалыптасқаны, Дарул Арқам, Әл-Арқам ибн Әби Әл-Арқам деген сахабаның үйінде. Міне, бұл 3 жыл, құрметті жамағат, Аллах Тағаланың даналығы қамтыған 3 жыл еді. Бұл 3 жыл Алла Тағалаға шақыру, адамзатты Алла Тағалаға шақыру, Алла Тағаланың дінін насихаттауға арналған алғашқы 3 кезең еді. Бұл 3 кезеңнің табиғатында ғұламалар бізге түсіндіргендей, жалпы адам шариғатты білгеннен кейін, шариғи білім болғаннан кейін, шариғи білім жалғыз өзі жеткіліксіз исламның дұрыс насихатталуына. Дәлелдердің бәрі сахих болса да, Құранмен, сүннетпен жаңағы дәлелдерді қаншалықты риуаяттарды қамтыса да, сондықтан фиқху шариға деген нәрсе бар. Алла Тағаланың шариғатын ұғыну білімі бірінші. Екінші, фиқхул уақиға. Сол елдегі жағдайды, ахуалды, адамдардың қаншалықты ақиқатқа түсіне алатындығы, менталитеті, ақыл дәрежесі, жағдай қалай болып отыр. Осы нәрсенің бәрін ұғыну керек. Осы 3 жыл пайғамбарымыз саллаллаху дауатқа шақырған кезде, сол екінші фиқ жаңағы елдегі ахуалды ұғыну деген білім, осы нәрсеге Алла Тағала көрсетіп жатыр бізге. 3 жылдың ішінде пайғамбарымыз саллаллаху ең бірінші жауапкершілік өзіне негізделді. Оқы деген аяттың негізінде. Оқы жаратқан Раббыңның атымен дегеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху өз Алла Тағаланың алдындағы жеке өзінің тұлғасы үшін жауапты екендігін Алла Тағаланың алдында. Ертең Алла Тағаланың алдында мен жауаптымын. Жауапкершіліктің бірінші негізі қалыптасты. Ол бойында пайғамбарымыз саллаллаху жұмыс жасады. Алла Тағаладан келіп жатқан нәрсеге ең алдымен өзі шәксіз сену. Алла Тағаланың елшісі деген қызметке дайындалуы. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху отбасына деген жауапкершілік. Құранда да көптеген жерлерде айтады: «Уәмур ахлака бис-сола», отбасыңа намазды бұйыр. Мысалы, «Исқала Лұқману ли ибнихи ва хуа яғизуху», Лұқман сүресінде сол бір кез Лұқман баласына насихаттап уағыз айтып жатқан еді дегендей нәрселер мысалы. Сондай-ақ «Я айюхаллазина аману», ей иман келтіргендер, «Қу анфусакум ва ахликум наран», ей иман келтіргендер, өздеріңді және отбасыларыңды оттан құтқарыңдар деген нәрсе. Сонымен екінші жауапкершілік, отбасы үшін жауап береді ер адам. Әйел үшін, балалар үшін, қиямет күні Алланың хақ сөзін жеткіздің ба, жеткізген жоқсың ба? Сол нәрсенің негізінде тәлім тәрбие бердің ба, берген жоқсың ба? Осы үшін әрбір ер адам жауапты. Осы жауапкершілікте пайғамбарымыз іске асырды. Хадиша анамыздың иманға келуі, қыздарының иманға келуі, жаңағы өзі бағып жатқан Али ибн Аби Талибтің, мысалы 10 жаста болса да
ол баланың да келуі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қарай иманға, одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи азаттық алған жаңа қызметшісі мысалы Зәйд ибн Хариса, оның да иманға келуі, сөйтіп өзінің қарамағындағы шағын қарамағындағы адамдарды тура жолға Алла тағаланың қалауымен салды. Жауапкершілік. Кейін үшінші жауапкершілік жаңағы елдегі жағдайды қадағалау, қарау, кімнің саңылау, мына сана саңылауы бұзылмаған, қандай жахилиет дәуірі болса да, кімнің саңылауы ақиқатты іздеп жүр, дайын. Соларды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қиналған жоқ, шындап келген кезде, өйткені Алла тағала қасиетті Құранды түсірді. Ол тек осы Құранды оқиды, оларға Абу Бәкірге оқиды, Құран Абу Бәкірді алады, тереді. Сөйтіп саңылауы бүтін, фитрасы бұзылмаған. Алла тағала түпкі мақсатта жаратқан кезде бойына салып берген түйсігі бұзылмаған адамдарды Құран өзі теріп алды. Бұларды өткенде айттық, 40 шақты адам деп сира кітаптарында айтылады, терді бұларды. Олардың ішінде ауқаттылары да бар, жаңа Абу Бәкір сияқты, Абдурахман ибн Ауф, саудамен айналысып жатқандары да бар, мысалы, жаңағындай қызметші болып жүргендері де бар, тіпті құл болып жатқан Билалдың өзі, мысалы айтайық, Умайя ибн Халаф Билалдың жаңағы қожайыны болса да, ода ол сана саңылау болмады. Билал құл болса да, Билал пайғамбарымыздан Құранды естіді де, ашхаду ан ла илаха иллаллах деді, ва ашхаду анна Мұхаммад расулуллах деп. Сөйтіп бұл Құран терген кезде руға, мансапқа, көрдіңіз ба, күшті әлсіз дегенге қарамайды екен. Бұл сол кім санасы саңылауы таза теріп алды бәрін. Міне осыларды теріп алғаннан кейін Алла тағала 3 жыл осыларды тәрбиеледі. Бұл сенің негізгі көмекшілерің, бұлар саған еретіндер. Міне осыларға сен жаңағы тәлім тәрбиені жақсылап бер деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сол Арқам деген сахабаны білесіздер. Жаңағы өткенде айттық қой, Арқам ибн Арқам деген сахаба Махсум руынан, мысалы айтайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жаңағы Хашимдіктер, Хашим руынан дегенде, Хашим мен Махсумның арасында бір-біріне жек көрініш бар. Жек көрініш, сондай көре алмаушылық деген жағдайлар болады. Сыйласса да бүйтіп қиын сыйласады бір-бірімен, жаңағы сөйлессе де, күлсе де бір-біріне, сондай жаңағы қиын жағдайда бұның бәрін істейді. Қараңыздар, иман келді, Махсум мен Хашимді қосып жіберді. Бұлардың арасында ешқандай рушылдық нәрсе мүлде кедергі жасамайды. Арқам ибн Арқам тіпті менің үйімді алыңыз, Аллахтың елшісі, сізге осы насихатқа бердім дейді. Міне сол үйде тәрбиеленді. Қазір ғана Меккеде қажылыққа барып жүрген адамдар Софаның ар жағында, Софаның қасында болған. Софа деген төбешікті білесіздер ғой. Сол Софа төбешігінің қасында болған дейді. Арқамның жаңағы үйі. Міне сондықтан күллі нәрсе, құралдарды пайғамбар саллаллаху алейхи берілді. Нені жеткізу керек екен? Тұп-тура жолда, дүп-түзу жолда, наным сенім, таза, құлшылық, түзу, күллі нәрсе білім бар. Не нәрсеге шақырады, ненің негізінде шақырады. Ойға ілеспейді. Дәлелі де мақта, сөйлейтін сөзі де Алла тағаланың сөзі. Одан кейін бұл халықтың ішіне жағдайға қарады, елдің ахуалын қарайды. Қай нәрседен бастау керек, қай нәрседен жаңағы ары қарай шақыру керек. Келесі кезең, құрметті жамағат, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзіне жеке арналып басталады. Пайғамбарымыздың қасында ерген сахабалар да бұл кезеңге өтеді. Олар біраз уақыттан кейін ең әуелі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қиналып бастайды. Бұл жолда көп жапа шегеді, зиян шегеді. Бара-бара сахабалар да бірте-бірте зиян шеге бастайды. Міне 3 жылдан кейінгі кезең, осы кезеңге қазір Алла тағала өткізгелі тұр. Түсіндіңіз ғой? Алла тағаланың қалай әдемі реттегені. 3 жылдық кезең толық өзінің хақысы берілді. Келесі кезеңге қарай Алла тағала қазір өткізеді. Келесі кезеңде енді Алла тағаланың бұйрығы қандай екен? Міне қарайық. Құранда Шуара сүресі бар, Ақындар сүресі деп аталады. Жалпы 228 аяттан тұрады. Бөлініп түсетін білесіздер Құранның. Бірде мынау аяттар түседі, бірде мынау аяттар түседі, кейін жинақталған ғой енді. Сосы Шуара сүресінен әуелгі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға білдірілген аяттар мынау аяттар еді. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Тыңдап отырайық. Ең бірінші пайғамбарымызды қайтадан жаңағы діннің өзегі, насихаттың өзегінен бастап сөйлейді. Фәлә тәдғу мағаллахи иләхән ахара. Ей пайғамбар, Алламен бірге басқа тәңірге сыйынба.
мынандай мағына бар, құрметті жамағат. Алладан өзге басқа тәңірге сыйынба деген кезде, бұл толық Алламен еш қатысы жоқ, басқа бір нәрсеге сыйынып жүрген нәрсе болады. Алламен бірге деген кезде, Алла деген сөз аузыңда бар, жалпы Алла деп айтасың, бірақ сыйынып жүрген нәрсең басқа. Осы нәрседен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып отыр: ей пайғамбар, Алламен бірге басқа тәңірге сыйынба. Негізді білдіріп отыр. Істің басы. Мына ескертуді қараңыздар. Фатакуна минал муғаззабин. Әйтпесе азапқа ұшырайтындардан боласың. Енді байқайсыздар, Құран байсалды басталған нәрсе, құрметті жамағат. Өздеріңізге түсінікті болатын, серьезно. Ол байсалды кітап. Бұл істің басын сізбен түзеп алмай, басқа одан кейін сіз ешқандай істерің жеміс бермейді деген нәрсені көрсетіп отыр. Істің басы. Сен Алланыкісің, соны ұмытпа. Алламен бірге өзге тәңірге сыйынба, әйтпесе азапқа ұшырайтындардан боласың дейді. Қараңыздар, пайғамбар саллаллаху алейхи ескерту қалай беріліп жатыр. Неге пайғамбар саллаллаху алейхи ескерту жасап жатыр? Пайғамбар саллаллаху алейхи Алламен бірге ешкімге сыйынбайды. Ол пайғамбарлық келмей тұрып сыйынбаған. Бірақ неге солай айтады? Кейінгі артындағы сахабалар білу керек. Көрдіңіз ба? Істің басындағы адамға Алла Тағала қалай сөйлеп отыр. Мысалы, бізде біреу ойлауы мүмкін, мысалы, істің басындағы адамға жұмсақ, басқаларына қатал дегендей нәрсе жоқ. Істің басындағы адамның өзіне барлығына ескерту ортақ. Осы нәрсені түсіндіріп отыр. Пайғамбар боласың ба, пайғамбарға ілескен адам боласың ба, жай адам боласың ба, барлықтарыңа ең әуелгі міндеттелген нәрсе ақиқат, ол Алла Тағаланың хақысы. Алла Тағала оны ешқашан кешірмейді, онсыз ешбір амал қабыл болмайды. Қандай жақсы амалдар болса да ол. Сондықтан Алламен бірге басқа тәңірге сыйынба, әйтпесе азапқа ұшырағандардан боласың деп жаңағы нәрсені бергеннен кейін енді мына бұйрықты айтады, қараңыздар. Ва анзир аширатакал ақрабин. Және де ең жақын ағайындарыңа барып ескерт дейді. Қараңыздар, бұйрық кетті. Жаңағы үш кезеңде бағана айтты ғой, фитрасы табиғи түйсігі бұзылмағандарды теріп алды Құран. Енді ағайындар. Одан кейінгі кезеңге өткен кезде қарсы келетіндер пайда болады. Қарсы келетіндер екіге бөлінеді. Жаңа сирадағы негізіне қарасаңыз өзіңіз өміріне. Біреуі, бір тобы өмірінің соңына дейін қарсы келіп өтті. Бір тобы қарсы келіп жүріп, кейін есін жинап, біз не істегенбіз деп иманға келді. Міне сол қарсы келіп жүргендердің іштерінен жаңағы кейін жауап беретіндерін дінге келгенге дейін сіз сабыр ету керексіз. Оған сабыр ете алмаймын десеңіз, сізге айтады: «Казалика кунту мин қабл», сен өзің сондай болғансың дейді. Құран тереді. Сіз ұнағаныңызды термейсіз. Құран өзі тереді Аллаға қарай. Көрдіңіз ғой? Міне осы нәрседе жаңағы пайғамбарымыз өмір бойында осы нәрсеге назар аударыңыздар. Сөйтіп бұйрық түседі: жақын ағайындарыңа барып ескерт дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жақын ағайындарға ескерт деген сөздің өзі де ол да оңай шаруа емес негізі. Мысалы, қазір сіздің біреуіңіз күллі өзіңіздің бар туысқандарыңызды жинап алып, иманға келіңдер, жаңағыдай намазға келіңдер деп сөйлеп көріңіз, не болады екен? Бір-бірімізге біз сөйлей береміз ғой. Бір-бірімізге сөйлей берген оп-оңай болып кеткен мешіттің ішінде. Бірақ ол жақын ағайындарыңа ескерт деген нәрсе үлкен міндет та ол. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағаладан бұйрық келді, міне нақты. Сөйтіп осы бұйрық келгеннен кейін Али радиаллаху анхуға айтады. Али радиаллаху анху бұл кезде 13 жаста. Күллі ағайынымызды шақыр, біздің үйге жина. Дастархан жасайық, тағамды қойайық, сусын қойайық. Күллі ағайындарды Абдул-Мутталибтің жаңағы балаларының бәрін осында шақырып кел деп. 30-ға жуық адам жиналды дейді. Сонда ағайындардың бәрі келеді. Оның ішінде жаңа кешегі Хамза да бар, Аббас та бар. Мына жақта жаңағы Абу Талиб, Абу Лахаб бар мысалы. Тағы да басқа туысқандары, жалпы 30-ға жететін адамдар келеді. Содан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларға осы нәрсені жеткізеді. Айтады: ей Абдул-Мутталибтің балалары, ұрпақтары, расында мен сендерге арнайы жіберілген, күллі адамзатқа жалпы жіберілген Аллахтың елшісімін. Арнайы жіберілген деген сөз Алла Тағала неден бастады? Жақын ағайындарынан бастап ескертеді.
Сөйтіп жақын ағайындарыңа барып ескерт деген осылай ең әуелі ең жақындарына сөйлейді. Сонымен соларға айтады: Алладан басқа тәңір жоқтығына куәлік беремін. Және мен оның құлы әрі елшісімін, сендерге арнайы жіберілген, күллі адамзатқа жалпы жіберілген. Қалай ұйықтаған болсаңдар, солай өлесіңдер дейді. Қалай ұйқыдан оянған болсаңдар, солай қайта тірілесіңдер. Сосын кімде-кім маған сенсе, бойұсынса, онда мәңгі жәннатпен аяқталады дейді. Кімде-кім қарсы келсе, теріске шығарса, мәңгі тозақпен аяқталады. Бұдан басқа нәтиже жоқ дейді баратқан. Ағайындар осы нәрселерді сөйлейді, айтады. Кім маған ералады, кім маған көмектесе алады осы жолда дегенде жауап бермейді көп ағайындары. Али радиаллаху анху айтады: мен 13-темін, ол кезде мен деп қайта шыға берем дейді. Кім маған қолын бере алады дейді да, осы нәрсеге, іске, көмекке деп. Жақын ағайындарын жинап сөйлеп отыр ғой. Сол кезде Али қайта тұра берген екен, мен тұра бердім депті. Соңғылардан жауап бермейді. 3 рет сұраған екен, 3-сүсінде де Али мен Аллахтың елшісі деген кезде екеуі қол алысады. Сонда туысқандарының ішінен қарап тұрсаңыз, жақын ағайындарының ішінен Али радиаллаху анху ғана жаңағы нәрсені қолдап, қалғандары ойда қалды, күмәнда қалды, келе алмады бұл нәрсеге, жауап бере алмады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға. Айша анамыздың айтуынша, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ва анзир аширатакал aqrabin, жақын ағайындарыңа бар да ескерт деген аят түскен кезде, қома Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам аля софа дейді. Аллахтың елшісі Софа төбесіне көтерілді. Софа Маруа бар ғой. Софа мен Маруаның арасы, сол Софа төбесінің үстіне, өзі кішкене биіктеу ол, қазірғыдай емес. Сол Софаның үстіне қарай көтеріліп шықты да, фавадаға усбуайхи аля узунайхи дейді. Екі қолын саусағын құлағына тықты да, фарофаға саутаху, даусын көтеріп, я собаха деген екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Собаха деген сөз қай жағдайда айтылады дейтін болса, жау шабатын кезде, тұтқиылдан жау шапқалы тұрған кезде, жауға қарсы дайындалып үлгеру үшін дабыл берілетін сөз. Бізде бұның баламасы қазақ тіліндегі аттан. Қараңыз, пайғамбарымыздың ескертуі қай сөзден басталған? Көрдіңіз ғой? Ескертуді қарап тұрсаңыз, мысалы, дін өзі 5 уақыт намаздан басталады деген нәрсе ма? Жоқ, әлде ақыретке сенуден бастала ма? Осы нәрсені ажыратып отырды, осы жерде түсіндіріп отыр. Пайғамбарымыз неден бастады? Бұл кезде 5 уақыт намаз әлі бұйырылмаған. Неден бастады? Ескерту, қиямет. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шақырады, фаштамаат Қурайшу жамиған, күллі Қурайш сол жерде жиналады. Келе алмаған кісі Мұхаммед шақырып жатыр, бір нәрсе болып қалған ғой, барыңдар дейді. Сонда жаңа қазақша аттан деп шақырған кезде өзіңіз ойлаңыз, жай нәрсеге бүйтіп ешқашан шақырылмайды. Содан күллі халық Қурайш сол жерге жиналады. Мәләка, не болды саған дейді. Сонда Айша анамыз айтады, Аллахтың елшісі оларға былай деп айтты дейді. Араайтум лау ахбартукум, маған жауап беріңдерші дейді. Маған жауап беріңдерші. Егер де мен сендерге қазір хабар берсем, мына таудың артында дұшпан тұр. Не таңертең бізге қарай шапқалы тұр, не кешкісін бізге қарай шапқалы тұр деп айтсам, менің сөзімді расқа санайсыңдар ма? Менің сөзімді растайсыңдар ма дейді. Сонда халықтың жауабын қараңыз. Күллі сол жерге жиналған халық наам, әрине деген. Пайғамбарымыздың осы күнге дейін шыншылдықтың несін айтып жатыр да, өмірінде өтірік сөйлемеген адам. Ата солай тәрбиелеген, тек шындықты сөйлеген адам. Ма жаррабна алейка илля сидқа. Біз сенен тек қана шындықты ғана сөйлеген адамды танимыз дейді өмірде. Біз ешқашан сенің өтірік сөйлегеніңді тіпті көрмеген бізде, естімеген бізде. Әрине деген кезде, сонда пайғамбарымыз жаңағы келісімге әкеліп алып, қараңыз сөздің несі қандай әдемі келтірді. Менің сөзімді растайсыңдар ма деген кезде барлығы иә деген кезде, олай болса дейді, фәйни назирун лакум байна азабин шадид. Қатты азап келмей тұрып, алдын ала жіберілген Алланың ескертушісімін сендерге дейді. Қалай басталған? Қиямет сағатын сөйлеп отырды. Неге қиямет сағатынан басталды? Сіздер білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, мен және сағат, қиямет сағаты мына екі саусақ сияқты жіберілгенбіз дейді. Міне,
мынау менен озғалы тұр дейді. Алдына кетті пайғамбарымыз, артында Исрафил періште сұрды қолына алды. Болды. Одил тақаума деген. Әл-Қарына аузында ала қойды дейді бірден. Болды. Тек әмірді күтіп тұр дейді қазір. Мен кеттім дейді міне. Мынау соғылмай тұрып, үлгеріп ал, жеткізіп ал халқыңа деген нәрсемен. Сол азаптан бұрын жіберілген мен бір ескертушімін деді. Міне осы сөзді айтқан кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күллі Құрайштың жаңағы рулары жиналып тұрған кезде түгел аталап сөйлейді. Ей Құрайштықтар дейді, жалпы шақырады бірінші. Ей Құрайштықтар, ей Люайлықтар. Люай деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның 8-ші атасы. Құрайш 10-ші ата, Құрайштан Ғалиб кетеді, Ғалибтан Люай кетеді. Люай 8-ші атасы. Люайдан Кағып тарайды. Ей Люайдың балалары, Кағыптың ұрпақтары, анқизу анфусакум минан нари, өздеріңді тозақтан құтқарыңдар. Қараңыз, ислам қалай басталған. Өздеріңді тозақтан құтқарыңдар. Фаинни ла амлику лакум миналлахи дарран ва ла нафа. Сөзсіз мен сендерден Алла тағаладан құтқарып қалатындай ешқандай зиян пайдаға да елігімде жоқ дейді. Мен тек ескертуші ретінде жіберілдім сендерге. Міне. Я бани Мурро ибн Кағып. Ей Кағыптың балалары, Мурраның ұрпақтары. Ата-атамен айтып жатыр әрқайсысын. Шежірен сөйлеп жатыр да. Күллісі сол жерде тұр. Анқизу анфусакум минан нари. Өздеріңді тозақтан құтқарыңдар. Фаинни ла амлику лакум миналлахи шайя. Мен мүлде ешқандай нәрсеге емеспін сендерді құтқарып қалатын тозақтан. Я бани Абдиш-Шамс. Абдиш-Шамс деген кешегі пайғамбарымыздың Хашим деген атасы бар ғой. Хашим деген атасының туған бауыры. Бұлар Хашим, Абдиш-Шамс, Нуфил деген өз ағайындар. Абду-Манаф деген атадан туған бәрі. Соны сөйлейді. Ей Абдиш-Шамстың балалары, өздеріңді оттан құтқарыңдар. Нас сөйлем қайталанып жатыр. Оттан құтқарыңдар өздеріңді. Фаинни ла уғни миналлахи шайян. Қарасыр. Мен мүлде сендерге жәрдем бере алмаймын оттан құтқаруға. Қандай нәрселер айтылып отыр да. Байқасаңыз сирада қалай басталған бұл ескерту. Кешегі аятты естеріңізде ғой. Ей бүркенуші, тұр да ескерт. Сол кезде ескерт деген кезде қалай басталған бұл ескерту деген кезде жаңа Айшарамыз жеткізіп жатыр. Ей Абдиш-Шамстың балалары, өздеріңді оттан құтқарыңдар. Мен сендерге көмектесе алмаймын Алладан дейді. Қараңыздар. Құтқаруға. Я Абду-Манаф, Абду-Манафтың балалары, өздеріңді оттан құтқарыңдар. Мен сендерді Алла тағаланың азабынан құтқара алмаймын. Кеп қалса егер. Әрбір атаны атап отыр. Я Бану Хашим дейді. Ей Хашимнің балалары, өздеріңді оттан құтқарыңдар. Мен сендерді құтқара алмаймын, Алланың азабы кеп қалса Алладан дейді. Ей Бани Абдул-Мутталиб, Абдул-Мутталибтің балалары. Олар бұл кезде Хамза бар, Аббас бар, Абу-Толиб, Абу-Лахаб. Төртеу ғана тірі, қалған балалар қайтыс болып кеткен. Жаңағы Абдул-Мутталибтің балалары деген кезде осылар көзделді. Абдул-Мутталибтің балалары, өздеріңді оттан құтқарыңдар. Мен көмектесе алмаймын сендерге. Алланың азабы кеп қалса Алладан құтқаратындай дейді. Сосын тәтесі бар, София деген, Абдул-Мутталибтің қызы. Пайғамбарымыздың тәтесі. Я София бинти Абдул-Мутталиб. Қараңыз қалай сөйлеп отыр. Ей София, Абдул-Мутталибтің қызы, құтқар өзіңді тозақтан. Қараңыз. Мен көмектесе алмаймын мүлде. Қазір жауап бермесе, көмектесе алмаймын дейді мен. Хатта интахат иля Фатима дейді. Сөйтіп Фатимаға келді дейді. Фатима сөзде тұрған. Пайғамбарымыздың қызы ғой. Я Фатима бинту Мухаммад. Қараңыздар. Ей Мұхаммедтің қызы Фатима, құтқар өзіңді тозақтан. Сөзсіз мен сендерге көмектесе алмаймын дейді. Алланың азабы кеп қалса. Қараңыз қандай болған бұл. Менің сендерге бере алатын пайдам тек қана туыстық байланыс дейді. Міне, дүниеде мен оны ешқашан суытпаймын дейді. Қандай болсаңдар да, қараңыздар. Туыстық байланысты мен сол жаңағы дымқыл бетінде ұстап берем сендерге деген ғой. Көрдіңіз ба? Бірақ ақыретте мүлде ешқандай пайда бере алмаймын дейді.
рас қандай ескертумен келген бұл нәрсе. Соқтан пайғамбарымыз сасым айтады, назалал Құрану бил хузни. Мына Құран түскен кезде негізі уайыммен түскен дейді. Сондықтан бұл Құранды оқыған кезде шамаларың келсе жылаңдар дейді. Егер жылай алмай жатсаң, жылатуға тырыс дейді өзіңді. Міне, ескерту бойыңа сіңгеннен кейін барып, дүниеңнің күллі саласын жарқыратып беретін деп тұр ғой, түсінесіз бе? Қай сала болсын, мынаның ішінде бәрі бар. Отбасы, бала, саудаңды қалай істейсің, күллі нәрсе ескертуге жауап бергеннен кейін. Құрметті жамағат, өткенде біз сіздерге айттық қой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жіберілден бұрын кітап иелері, иудейлер мен насаралар соңғы пайғамбарды күтіп жүрген. Сондай-ақ олардың кейбіреулері, жаңағы адалдар іштеріндегі, шамалары келсе меккеліктерден бір адамдар сапарда кездесіп қалса, мен Меккедемін десе, ешқандай жаңалық жоқ па деп сұрап тұратын. Адалдары, аманат сақтап жүргендер. Шығатын уақыты болып қалды ғой дегендей. Содан жаңағы сапарда жүрген кешегі Абдурахман ибн Ауфты алайық, кешегі жаңағы мысалы Толха ибн Убайдулланы алайық, кешегі жаңағы Усман ибн Аффан тәтесінен естіген ол да, мысалы. Бір пайғамбар шығады деген нәрсе. Сөйтіп пайғамбар шығады деген нәрсе жалпы Меккеде ол адамдардың санасында, жүрегінде жүрген нәрсе. Алла тағала сол нәрсеге дейін дайындап қойған. Қараңыз. Тек білмейді кім екенін оның. Бірақ білім, таным, тағы да басқа нәрселер болмағаннан кейін қандай да бір болғалы тұрған жақсылықты адам біздің үйден шықса деген жерде жүреді ғой. Менен болса, мен болсам деген нәрсе. Бірақ Алла тағала өзі біледі кімді елші алатынын. Көрдіңіз бе? Қарапайым мысал. Кешегі қанша уақыт сәжде жасап, Аллаға құлшылық жасап келатқан періштелердің ішіне кәна минал джин дейді, жындардан болған іблісті іштеріне қойып қойды. Адам жаралған жоқ әлі. Сөйтіп, күллісі салиқалы болғаннан кейін, ібліс сол салиқалы ортада сондай болып көрінді. Ол Аллаға серік қоспайды ол жерде. Сіз ғой. Ол Аллаға серік қоспайды. Сол жерде құлшылық жасалды, сол аураның ішінде жүрді да сынақ болған жоқ. Бірақ ода нәпсі бар, періштелерде жоқ. Түсініңіз ғой. Періштелер деген құла десе құлайды олар. Алла тағала айтты ма болды. Бұл жақта нәпсі бар. Сол адам нәпсімен жаңағы іблістің өзі сол ортада біраз өмір сүріп келатқаннан кейін, құлшылық жасап келатқаннан кейін, қандай да бір жақсылық ертең пайда болса, маған тиеді ғой деген нәрсемен жүрекке кіре береді екен. Сөйтіп, уақыт өте келе атаға береді. Сол сияқты адамға да береді дүниеде. Малды да берді, денсаулықты да береді, бала да береді, сауданы да береді да. Сосын пайғамбар салсамды алып келеді бүйтіп. Маған жауап берсең, мынаның бәріне шүкір еттің, арттырады. Маған жауап бермедің бе, мынаның бәріне шүкір еткен жоқсың болды. Сынақтан өтпей қалады деген нәрсе бар да. Бірақ бұл келген кезде оған таңсық болып қалмау үшін оларға пайғамбар шығады деген хабар келген. Тек қана күтіп жүрген нәрсе болғанда. Күллі адамдар үнсіз қалады ғой, жаңағы сөзден кейін құрметті жамағат. Күллі адам сөйлей алмай қалады. Мынандай нәрсе болады екен. Сенгелі тұрған, бір үйін деп тұрған адамның ойын бұзып жіберетін. Сол кезде жаңағы жерде Абу Лахаб, жаңағы Абдул-Мутталиб өзінің пайғамбарымыздың әкесінің жаңағы туған бауыры ғой, Абу Лахаб деген нәрсе. Сол Абу Лахаб сол жерде тұрады да, Али хаза жамаатана таббан лака саирал яум деген сөз айтады. Осы үшін жинадың бе бізді деп қараңыз. Жаңағы жердегі уайымдап баратқан адамдардың уайымын күлкіге айналдырып жіберді. Қара, бір адам сол жерде туғаны өзінің да, көкесі, әкесінің бауыры. Адам ондайды күтпейді екен да. Дәл осы кісі сондай сөйлейді деп та. Пайғамбарымыз дүниеге келген күні Суайба деген күңі қуанышты хабарды алып келген кезде Мұхаммед туды деп. Амина босанды, Мұхаммед туды деген кезде қуанғаннан Суайбаға сен азатсың дей саған ғой. Сол Суайба келген пайғамбарымыз емізді мысалы сұтанасы. Қараңыз ол кезде қандай нәрсе болды, мына жерде қандай нәрсе болып отыр. Осы үшін жинадың бе, табыссыз қалғыр дейді. Сөз айтады. Табыссыз қалғыр, осы күннің басынан аяғына дейін табыссыз болсын сенің деген сөзді айтады. Сол сөзді айтып өзінше болады өстіп тұрған кезде Алла тағала бірден тағдырын шешеді. Ол сүрені сіздер білесіздер, Әл-Масад сүресі түседі.
мына сүре түседі, қарас, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға уахи етіледі. Суратул Масад. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Таббат яда аби лахаби ва табба. Таб деген сөзді қолданды. Арабтар жаңағы құрып кеткір, табыссыз қалғыр деген сөзді білдіреді. Пайғамбарымыз осы сөйтіп айтты ғой. Табыссыз қалғыр. Осы күнің басынан аяғына дейін табыссыз болсын сенің. Осы үшін жинадың ба сен бізге деген нәрсені. Сол кезде күллі адамға, ұйып тұрған адамдардың көңілін бұзған қараңыз, не істеді? Өзіне тозақты сұрап алған екен адам. Таббат яда аби лахаб. Абу Лахабтың екі қолы да табыссыз қалсын. Алла тағаланың қарғысы кетті. Қарғысы кетті бірден. Абу Лахабтың екі қолы табыссыз қалсын. Сосын жауабын қараңыздар. Уа табба. Табыссыз қалды да. Абу Лахабтың екі қолы құрысын. Құрыды да. Жауапты беріп жіберді Алла Тағала. Құрыды да. Біз ойлаймыз кейде, қарғыс тиіп кетсе, сол сәтте бірдеңке болып қалады деп. Ол ондай емес екен Алла Тағаланың заңдылығында. Қарғыс деген сөз, ол иман таппайды деген сөз, өмірінің аяғына дейін. Бірақ ол өмір сүреді. Ол әлі семіретін күндері бар оның. Алла Тағала жазып қойған ризығы бар. Алла Тағала ризығын алмайды одан. Алла Тағала оған осынша жыл өмір сүресің деген. Ол ғұмырға тиіспейді Алла Тағала. Ол сол өмірді сүреді. Көрдіңіз бе? Бірақ жаңағы күпірлікте. Ол жаңағы малды табады, бірақ жаңағы күпірлікте. Ол сол малды жейді, күпірлік сөзін сөйлеу үшін. Қараңыз. Ол балаларын бағады. Міне. Көрдіңіз бе? Мұхаммедке қарсы тәрбиелеймін деп. Міне. Оның қасындағы әйеліне келетін болсаңыз, Умму Джамил, мысалы, Аруа, аты өзінің Аруа деп аталады. Бірақ сондай әдемі әйел болғандығы, сұлулығы Умму Джамил деп аталған дейді. Сұлулықтың анасы деп. Ал Абу Лахабтың өзі, мысалы айтайық, Абдул Ғузза, жаңағы есімі, сол мына беті ақ қызыл болып тұрады. Қызарып, сондай бір жарық беріп тұрған сияқты. Күн нетсе шағылысуы да мүмкін да. Сонда шағылысқаннан кейін Лахаб деген сөз негізі жалын алау деген сөзді білдіреді. Содан жаңа бетіндегі несіне, сондай бір сәніне байланысты алау атасы деп лақап қойған екен оған. Сөйтсе бұл алау деген сөз оған тозаққа кіру үшін қойған екен ғой. Көрдіңіз бе қандай нәрсе? Адам білмейді да. Осындай қарап тұрсаңыздар, қазір ұйқаста көрген кезде түсінесіздер. Таббат яда аби лахаби ва табба. Абу Лахабтың екі қолы құрыды. Екі қолы табыссыз қалды. Неге қолды айтып отыр? Өйткені адам қолымен жасайды ғой еңбекті, кәсіп қылған кезде. Сол қолымен тапқан еңбегінің барлығы құрыды, яғни тозаққа кіргізеді деген нәрсе айтылып отырды. Сонда адам бір күпірлік сөз айтып, өзіне мәңгі бақи тағдырды сол күні шешіп алуы мүмкін екен. Ең қауіпті нәрсе, құрметті жамағат, ешқашан асық болмайды да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, жаңа біреу дейді, бірақ сөз сөйлейді дейді. Бірақ сол сөз арқылы білмейді дейді ол. Алланың қасында қандай қаһарына ұшырап кеткен дейді. Сол сөз оны тозаққа түсіреді дейді. Сондай-ақ біреу бір сөзді айтып қалуы мүмкін, бірақ білмейді дейді. Сол сөз арқылы Тағаланың қандай разылығына бөліп жүргенін де білмейді дейді ол. Бір жерде бір шындықты айту керек, құлды айтып қалды, мысалы. Қандай дәрежеге көтере жібергенде білмеуі мүмкін дейді Тағаланың оны. Бір ауыз сөз деген нәрсе бар ғой біздегі. Осы мағынада айтылған ғой, бір ауыз сөзден сақтану деген нәрседе. Адам өз тіліңмен, сен ешкім түрткен жоқ. Сен өзіңді өзің түрттің да. Міне, сол мағынада қараңыздар, тағдыр қалай шешіліп кетті. Абу Лахабтың екі қолы да құрысын, құрыды да деді. Енді сол құрдымнан, сол тозақтан, сол күпірліктен мәғна анху мәлуху ва ма касаб. Оның жиған күллі малы да оны құтқара алмады дейді, болды. Бірақ ол малын Алла Тағала алып қоймайды. Ол малы оны өмірінің соңына дейін өлшенген нәрсесіз жеп жүре береді ол. Килограммын қоса беруі мүмкін, адам салмағын қоса беруі мүмкін. Ол проблема емес. Өйткені ол дүние. Ол дүние. Оның құны жоқ Алла Тағаланың қасында. Көрдіңіз бе? Ва ма касаб. Тапқан еңбегі де, кәсіп қылған еңбегі де. Кәсіп қылған кезде ғұламалар айтады тәфсірде. Бұл жерде ма касабы тапқан еңбегі деген кезде балалар да көзделеді дейді. Кен пайғамбарымыз салсам, әл-уәләду мин кәсбил әб деген. Бала әкенің табысы деп айтқан. Бір кісі келіп, Аллахтың елшісі, мен осы баламнан ақша сұрайым кейде. Сол бермейді дейді маған.
пайғамбар шақыртады оны. Рас па осындай? Рас. Сонда пайғамбарымыз айтады: сен де, сенің малың да әкеңдіксің дейді, екеуің де. Сен бұның табысысың дейді да. Сен сол үшін дүниеге келгенсің сен. Қараңыз қалай, қандай керемет байланысты орнатып отыр да. Сол сияқты оған еш нәрсе пайда бермей қалды деген нәрсе бар. Жалпы осы Абу Лахабтың өзінің 4 баласы болған. Жаңағы өмірбаянында айтылады. 4 баласы: Утба, сосын жаңағы Муатаб, сосын Утейба. Аттарын ұйқас қойған. Жаңағы біріншісі Утба, екіншісі Муатаб, үшіншісі Утейба деген. Сосын 4-шісі қыз бала Дурра. Дурра деген қызы болған. Осы ұлдарының ішінде жаңағы Утба мен Муатаб, осы екеуі Мекке ашылған жылы исламға келеді. Мекке ашылған жылы исламға келеді. Өліден тіріне шығарамыз дейді ғой ата Құранда. Өліден тіріне шығарамыз дегенде әкесі жаңағыдай болса да, жаңағы 2 баласын, сонымен әкесіне байланысты адамдар бір әкесінің ықпалымен баласына да солай қарап қалуы мүмкін ғой кейін. Сол сияқты сондай қарамаш үшін бірден Меккеге келген кезде, мынау 2 бауырым ғой менің, 2 балам ғой, Алланың маған сыйлаған, исламға келіп тұр ғой деп, бірден ана халықтың назарындағы нені жуып тастады бірден. Психологиямен қалай жұмыс істейді пайғамбарымыз. Міне, мынау менің көкемнің 2 баласы ғой, екеуі исламға келіп Алла маған сыйлап тұр ғой екеуін дейді. Сөйбен бітті, анжақта енді бұл екеуіне қарсы ешқандай наразылық болмайды. Сен Абу Лахабтың баласысың ғой деген сөзді айтуы мүмкін адамдар. Утейба деген кенже ұлы болды. Кенже ұлы Умму Кулсум деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қызына үйленген еді бұл. Утба деген үлкен ұлы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жаңағы Рухойя деген қызына үйленген еді. Пайғамбарымыздың 2 қызын алып отқан отбасы еді бұл, әулет еді. Әкесі осындай қарсылық жасаған кезде, мына сүре түскеннен кейін, мына сүредегі айтылған сөздерді көтере алмай, бірақ Құдай тағала өмір бергеннен жүре береді адам. Сонымен келіп ана Мұхаммедтің 2 қызын қуып шығыңдар, егер менің балаларым болсаңдар деп. Сөйтіп екеуі де жаңағы Утейба Умму Кулсумды алып далаға алып шығып, Утба Рухайяны алып шығып, боссыңдар, азат, талақсыңдар деп қуып шығады екен. Сөйтсе ол екеуін Алла тағала көпірлік отбасынан пайғамбарымызға алып келейін деп тұр екен. Тағдырды көрдіңіз бе қандай? Сол кезде Рухайяны үйлене алмай қалған Усман радиаллаху анху уақыт өткеннен келіп Аллахтың елшісіне келіп құда түсіп Рухайяға үйленеді, Хадиша анамыз ұзатады. Сөйтіп Рухайяны жаңағы Усман радиаллаху анху үйленеді. Өмір осындай болып жатады да Меккеде. Утейба деген кенже ұлы кішкене қалған 2 ағасына қарағанда мінезі шатақ болған. Содан ол мен әйелімді талақ қылған кезде Мұхаммедтің көз алдына апарып бет лақтырып талақ қылам деді ғой. Ол кезде жаңағы Ан-Нәжм деген сүресін түскен кезі болады. Ан-Нәжми иза хауа деген сүре түскен кезде сол сүрені естіп алғашқы сөзін пайғамбар саллаллаху алейхи бүйтіп айтады: мен кәпірмін, қарсы келдім, мойындамаймын, Нәжми иза хауа деген аятыңа сенің, Құраныңа сенің, міне сенің қызың деп жаңағы сол жерде талақ қылып жіберіп Умму Кулсумды пайғамбарымыз саллаллаху алдына бүйтіп деп түкіріп жібереді. Сол пайғамбарымыз саллаллаху Алла тағаланың сол жаңағы рұқсатымен ғой күллі нәрсе. Аллахумма саллит алейхи кальбан мин килабик. Я Аллах тағалам, жыртқыштарыңның біріне талата салшы мынаны дейді. Жыртқыштарыңның біріне мынаны талата салшы дейді. Сонымен бұлар жақында сапарға шығу керек болады. Шам еліне қарай саудамен. Абу Лахаб Утейбамен жалғыз өзін жібергісі келмей қасына көп достарын қоса жібереді. Ана Мұхаммедтің дұғасы тиіп кетер ме екен? Қарап жүргенде жолда да, ұйықтағанда да, неткенде де бірдеңке болып қалмасын, аман-есен жаңағындай қайтқанша деп. Сонымен бұлар Шамға кетіп бара жатқан жолда бір жерде түнейді. Сонымен жаңағы барлығы оны күзетумен болады, қараумен болады. Енді әкесі тапсырма бергеннен кейін сөйтіп күліс ұйықтап кетеді. Алла тағаланың қалауымен Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху дұғасын қабыл алып, сол жерде жаңағы бір жолбарыс келіп, жаңағы ұйықтап жатқан Утейбаның басын аузымен қысып, таңертең тұрса басы езіліп отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху айтты: жыртқыштарының бірін үстем қыла сал, бұған жыртқыштарының біріне талата сал деп. Сондай жаңағы дұға қабыл болды. Қалған 2 ұлы Мекке ашылған жылы иман келтірді. Енді қызына келейік. Әкесі Абу Лахаб пен жаңағы анасы Умму Джамил
өмірлерінің бәрін пайғамбарға саллаллаху қарсылыққа салды. Бірақ сол қарсылықты көріп жүрген Дурра деген қыз, мысалы біз кейде айтамыз ғой, қыз баланың ақылы қысқа дегенде, ол жаңағы сезімге беріліп қоятын бір мәселеде, ақылдан бұрында. Бірақ ақиқатқа байланысты сол отбасында ең бірінші жауап берген осы Дурра еді. Дурра хижрат жасаған, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хижрат жасайтын бұйырылған кезде Мединаға көшіп кеткен, қараңыз. Өте қатты қиналатын әке-шешесінің пайғамбарға әрдайым зиян жасап жатқан кезде, қыз бала бірақ ей деген кезде жаңағы отырады. Бірақ жүрегі қатты қиналып жүрген қыз еді, сол Дурра деген. Сол Дурра кейін жаңағы Мединаға көшіп барғаннан кейін де бір адамдар Абу Лахабтың қызы ғой анау деп әртүрлі мінезді адамдар болады ғой. Сол кезде Дурра мен Дурраданмын дейді пайғамбар саллаллаху алейхи. Одан ешкім сөйлемейтін болады да. Міне, ол мен оданмын дейді. Туысқандық байланысын келтіріп, имани байланыс бекіді одан кейін. Көрдіңіз ба? Міне осылайша, құрметті жамағат, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қауымын солай шақырды. Бұрын біз туысқандық байланыста едік, алайда туысқандық байланыс қиямет күні үзіледі екен. Сондықтан мен сендерге ескертемін, имани байланысқа келейік бәріміз. Сол кезде ғана бір-бірімізге пайда бере аламыз біз. Ал енді иман болмаса пайда, туысқандық байланыс үзіледі қияметте. Осылайша осы Абу Лахаб өзіне еңбек тауып болады. Осы Алла тағаланың қарғысына ұшырағаннан күннен бастап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жолын аңдумен болады. Әрдайым пайғамбарымыз саллаллаху алейхи базарға бара жатса, адамдарға барып насихаттау керек қой. Аллахтың елшісіне бұйырылды: "Ей адамдар, қулу ла илаха иллаллах, Алладан басқа тәңір жоқ деңдер." Сөйтіп өздеріңді тозақтан құтқарасыңдар. Тек бірақ сөз. Алла тағала сол сөзді жеткізу үшін жіберді мені. Міне, осы сөзді айтсаңдар тозақтан құтылдыңдар. Осы сөзді айтсаңдар жәннатқа кірдіңдер деп жүрген кезде артында жүреді. Тыңдамаңдар бұны, жын соққан біреу ғой. Қараңыз. Сендерді Әл-Лат пен Әл-Ғузза деген құдайларыңнан адастырайын деп жүр бұл. Тыңдамаңдар, мен оның көкесімін, мен жақсырақ білем ғой бұны, туысқанымын деген сөзбен. Ойлаңыз, пайғамбар күніге артына еріп жүреді. Күніге. Қай жерге барады, сол жаққа барып, ерінбей соны айтып жүреді ғой. Осыны айтады. Әйелі көмектеседі. Уму Жәмил, жаңағы сұлулықтың анасы дейді. Ақыл жоқ болса, ол сұлулық не істейді мысалы? Қараңыз, ол иман бере алмады ол сұлулық оған. Аңдай бір үлкен алтыннан алқа тағып алатын кездер болады мысалы. Мынау алқа деген, сөйтіп бір әйелдермен отырған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи байланысты сөздерді сөйлейді. Отырған жерінің бәрінде қай үйге барады ол міндетті түрде Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи әңгіме қылады. Ана бір осындай, керек болса мына алқамды да оның жолына күреске мен салып жіберемін мен дегендей нәрселерге дейді. Алла тағала алқасын салса сала берсін. Біз оған мына жақта тозақты алқа дайындап қойдық деген аяттар бар қазір. Көрдіңіз ғой. Сонда әрдайым осындай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның таңертең үйінен шығатыннан ертерек тұрады. Қараңыз, адам не үшін оянады? Күпірлік үшін оянады. Ертерек пайғамбар шықпай тұрып, тікенек шөптерді табанның астына қойып кетеді, жүретін жеріне. Білетті, кіріп кетіп, бүйтіп қайтып нете берсін деп. Осыны ерінбей жасаған ғой, қараңыз. Қараңыз, өздеріне қандай тағдыр сұрап болғанда. Міне Алла тағала айтады сондықтан. Абу Лахабтың екі қолы да табыссыз қалды, құрыды да. Бұл құрдымнан оны малы да құтқара алмады, сондай-ақ оның күллі кәсіп қылған еңбегі де құтқара алмады. Оның баратын жері саясылы, ол жақында күйдіріледі, тасталады және күйдіріледі оттың ішіне. Қандай отқа дегенде, Зәті Лахаб. Лахаб деген сөзге қараңыздар. Абу Лахаб, Зәті Лахаб, аяттағы ұйқасты қараңдар. Алауланған Абу Лахабты алауланған тозаққа саламыз дейді. Ұйқасты күн қалай келтіріп отыр? Жалынды жүздіні жалынды тозаққа саламыз. Уамруатуху, әлгі әйелін де со жаққа жібереміз. Хаммалатал хатаба, ол жақта отын таситын болады. Өйткені ол ерінбей тікенектерден о жақтан әкеп тасып Мұхаммед пайғамбардың аяғының астына салатын. Сондай-ақ ол өсек таситын. Өсек деген нәрсе не, құрметті жамағат? Өсек деген от жағу деген сөз. Арасында екі адамның арасындағы бір нәрсеге отты құйып, екеуін бір айға жақындатпайтын деп істейсің де. Бір жылға жақындамайтын мүмкін адам. Отқа май құю деген нәрсе ғой өсек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қарсы сөйлей берген үшін, өтірікке санаған үшін, пайғамбарымыз өтірік деген сөзге қоғамда тарау үшін бұқаралық ақпаратта май құйып отқан әйел болды. Абу Лахаб күйеуі екеуі міне.
Сондықтан сол май құйып отқанға жаңағы отын сияқты нәрсе ғой, отын таситын болады дейді. Фижидиха хаблум мин масад. Оның мойнында есілген, оттан есілген арқан болады дейді. Алла тағала көргенде, құрмет жамағат, өткен, қазіргі, болашақ деген нәрсе жоқ. Ол әлемдердің Раббысы шексіз білімді. Ол қазір Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламды жаңағы Хира үңгірінде сөйлеп тұрған кезде, жаңа Софаның үстінде сөйлеп тұрған кезде ана жерде Абу Лахабтың тұрғанын көріп тұрушы Алла, және ол сол Абу Лахаб пен әйелінің мына жақта тозақтың ішінде қандай күйде жүргенде көріп тұр. Ол хақты сөйлеп жатыр. Болашақ, ертең, өткен деген нәрсе жоқ Алла тағалаға. Сіз ғой, міне біз құлшылық қылатын әлемдердің Раббысы қандай керемет. Білімі шексіз да. Сол білімді хабарлап отыр Алла тағала. Болды. Сенгендер сенді, сенбегендер сенбеді. Осы сүре түскен кезде жаңағы Құранға сенбеген осы жаңа Умму Джамил, Абу Лахабтың әйелі, Мұхаммед пайғамбарды іздеп қолына бір уыс тас алып келе жатады. Бұны Асма бинт Аби Бакр, Абу Бакрдың қызы Асма айтып отыр. Абу Бакрдың қызы Асма айтады, сондай күндердің бір күні осы Таббат яда Аби Лахаб таббы деген аяттар түскеннен кейін ол Мұхаммед пайғамбарды іздеп шықты дейді. Сөйтіп қолында бір тасы бар, өте жұлынып келе жатқан кез болды. Біз мешітте отыр едік дейді. Жаңа Абу Бакр радиаллаху анху мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи екеуі Әл-Харам мешітінде отырған. Жаңағы жүрісін өте сондай бір ұмтылыспен келе жатқанын көрген Абу Бакр, Аллахтың елшісі, мынау әйелдің тілі өте жаман дейді. Тұрып кетіп қалсаңыз қалай болар екен дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жаңағындай сөзді естуін көтере алмайды ғой Абу Бакр. Білмей қандай нәрсе. Пайғамбарымыз естімесе екен деген сөз қараңызшы. Мысалы біз екі дос отыруымыз мүмкін, екеуміз бірімізге ренжіп кейде біреу келіп досыңызға айқайлап жатса, дұрыс болды, сауап болды, айтсыншы осылай, айтсыншы деп отыруымыз мүмкін біз намаз оқып жүріп. Мен айта алмай жүрген нәрселерді айттым, дұрыс айтсын дегендей. Абу Бакр радиаллаху анху мен пайғамбарымыз сахабалардың арасында достық, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондай сөзді естуін көтере алмайтын адам болған. Түсінесіз бе? Соқтан, Аллахтың елшісі тұрып кетесі ғой деймін, мынау әйелдің тілі өте жаман дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, иннаха лан тарани. Расында ол мені көре алмайды дейді. Асма бинт Аби Бакр жеткізіп жатқан риуаятта, расында ол мені көре алмайды. Фақара ал-Құр'ана, сол жерде пайғамбарымыз Құран аяттарын оқыды да, фаътасама бихи, Құранмен өзін қорғай салды дейді. Құранда сондай бір аяттар түскен, аузу биллахи минаш шайтанир ражим, ва иза қараътал Құр'ана, Исра сүресінде, егер сен Құранды оқып жүрсең, ей пайғамбар, жағална байнака ва байнал лазина ла юъминуна бил ахирати хижабан мастура. Сені мен ақырет күніне иман келтірмейтіндердің арасына жасыратын пердені қоя саламыз деген аят бар. Тікелей мағынасында да жұмыс істейді бұл, және жалпы жаңағы иман келтірмейтіндердің жүрегіне иманның кірмейтіндігі туралы да білдіреді. Сол фаътасама бихи, қарал Құр'ана фаътасама бихи дейді. Құранды оқыды да, Құранмен қорғанды. Бір кезде жаңағы нәрсені қараңыздар. Жаңағы әйел келеді. Ей Абу Бакр, қайда ана сенің досың? Мен туралы жамандап өлең жыр шығарыпты ғой дейді. Құран деп те мойындамайды, өлең жыр деп күліп сондай нәрсе жасап жүрді мысалы. Мені жамандайтын бір өлең жыр шығарыпты ғой өзі дейді. Абу Бакр радиаллаху анху айтады, ол өлең жыр шығармайды дейді ол. Ол ешқашан өлең жыр сөйлемейді дейді. Деп жаңағы жерде, жарайды мен саған сенемін, Абу Бакр деп кетіп қалады дейді. Қолында жаңа тастар бар. Нана аузына толтырайын деп едім, көрсем деп. Қанас. Кетіп қалады. Кетіп қалғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, Аллахтың елшісі сізді қалай көрмеді ме деген нәрсе. Бір жағынан Абу Бакрдың имандары нығайып жатыр. Сіз бе қандай нәрсе? Нығаю деген нәрсе, яқин деген нәрселер болып жатыр да. Одан сайын күшеюі жаңа мысалы. Өйткені Алла тағала Құранда «Валлаху яқсимука минан нас» деген аяты бар Маида сүресінде. Ей пайғамбар, Алла тағала сені адамдардан өзі қорғайды. Өмір, дағуатың, насихатың жолың нақты реальный болады өмірдегідей. Тию керек, тас тиеді. Естілетін сөзіңді естисің. Зиянды болса да, қандай болса да. Бірақ жалпы сен қорғауымдасың менің дейді. Міне, Құранды толық жеткізіп біткенше. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Абу Бакрға айтады, ол жана келе жатқаннан кетіп қалғанға дейін Алла тағала бір періштені жіберді да,
періште мені жасыра салды дейді. Болды. Міне осылайша жаңағындай әйелдің сөзін келіп бүйтіп сөйлеп тұрған әйелдің сөзін жаңа естіртуді қаламады Алла Тағала. Сонда кетіп баратып былай деп айтады екен ол. Музаммамен жаңағы хажайна, абайна. Мына сөз Мұхаммад деген сөз бар, мақтаулы деген сөз да. Мысалы. Бұның кері қарағымы жаңағындай мақтаусыз, яғни абыройсыз музаммам деп айтылады. Түсіндіңіздер ме? Сонда ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сөйтіп сипаттайды да, музаммамен, әлгі абыройсызға біз қарсы келдік. Ва динаху абайна, оның дінін қаламадық. Ва амраху асойна деп өлең шығарады. Сөз кетіп барады. Оның әміріне, бұйрығына біз тілазармыз, тыңдамаймыз деп кетіп бара жатады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, көрмедіңдер ме, Алла Тағала мені қалай қорғады дейді. Ол музаммам деген біреуді жамандап бара жатыр дейді. Ал мен Мұхаммадпын ғой дейді. Көрдіңіз бе? Осылайша әрбір айтылып жатқан сөзді өзіңізге қарай тарта бермеңізді үйретіп жатыр Алла Тағала. Мені көздедің ба деген. Нең бар онда жерге кіріп? Сен көзделген жоқсың. Сол ең тыныш тақырып сол да. Пайғамбар саллаллаху осылайша үйретіп жатыр. Әрбір естіп жатқан сөзді өзіңе қарай жори берме, жүйкеңді тоздырып. Міне бұл Абу Лахабтың осындай жағдайы, құрметті жамағат. Жаңағы бұйрық түскен бетте өзіне тағдыр сұрады. Алла Тағала сол сәтте тағдырды жазды. Тек қана өзінің өмірін жаңағы аяқтау керек болды да. Сөйтіп мына Бадыр шайқасы болғаннан кейін, бір аптадан кейін қайтыс болады. Бадыр шайқасынан кейін, бір аптадан кейін жұқпалы ауру келеді. Оба ауру сияқты деп айтылған сират кітаптарында. Жаңа жұқпалы аурудан денесі шіріп ауырып жатады да. Сонымен сол жерде қайтыс болады. Сосын балалары да жаңа қарамай, дене деген сасыған, жақындай алмай 3 күн сасып кетеді дейді денесі. 3 күн үйде жатады дейді. Сосын енді жаңағыдай мынаны бірдеңке қылыңдар енді деп жаңа әйелі кезіндегі жаңағы махаббат құтылмақшы болады. Қараңыз қандай өмір беріп жатыр Алла Тағала. Сосын жаңағы балалар әлі исламға келмеген, Утба мен жаңағы Мұғтаб әлен дегенде үйден домалатып шығарғанын айтады. Ағашпен әкесін. Қараңыз қандай нәрсе болып жатыр. Құдай Тағала қорлайым десе, қалай нәрсе істейді екен да. Сөйтіп өзінің туған балалары мұрындарына матаны орап, шыбықпен итеріп, анау жаққа қарай апарып, бір шұңқырды көріп, бір тереңдеу бір шұңқыр болып, сол шұңқырдың ішіне тастап, үстіне тастап лақтырып кетіп қалған дейді. Немен аяқталды? Көздеген мансабет. Қараңыз қандай нәрсемен аяқталды. Не нәрсені іздеді сонда ол бұл дүниеде? Мұхаммедке қарсы шығам деп. Төменділікті іздеген екен. Қорлықты іздеген екен. Өлім сәті де осындай болды. Ана періштедегі сұрағы қандай болады, жаңағы қабірдегі сұрағы қандай болады. Ертең тозақтағы жағдайы міне Алла Тағала мына аятта хабарлап қойды. Сондай исламға қарсы келетін адамдардың тағдыры 14 ғасыр бойы құрметті жамағат. Мынау Құран әрбір мұсылманның намазында оқылып жатқан сүре ғой мынау. Әрбір мұсылман оқыған сайын қарғыс кете берді. Неге? Алланың дініне қарсы келген адам, осындай сөз сөйлеуге барған адам, құрып кеткір деген сөздер. Көрдің бе? Дінге қарсы тағдыры өте жаман болады деген сөз да. Сондықтан дінге қарсы кім сөйлесе, Алла Тағала оған ғұмырын бере берер, бірақ оның жағдайы өте қиын болады деген сөз. Алланың дінін біреу ұстанбаса ұстанбай ақ қойсын, өзі біледі да, бірақ дінге қарсы сөйлеуге хақысы жоқ. Міне, осындай нәрсе. Не сөйтіп жаңағы аяттарды бір қайталап өтейік. Фала тадъу ма'аллахи илахан ахар. Ей пайғамбар, Алламен бірге басқа тәңірге сыйынба. Әйтпесе азапталушылардан боласың. Және де жақын ағайындарыңа барып ескерт. Жақын ағайындарына барып ескертеді. Сөйтіп енді былай қарап тұрсаңыз, мына жақта жаңа сахабалары бар қасына келеді. Аммар ибн Ясир, мысалы, әлсізде жүрген Сухайб деген сахабалар келіп қалады, мысалы. Бұлар бәрі қараса бүйтіп иман келтірді. Өз иеліктерінде түк жоқ. Бірақ пайғамбар саллаллаху қасына келеді бүйтіп. Бірақ ол саған ештеңе бере алмайды ол. Бірақ ол саған қауымың бермей жатқан иманды берді да. Сол жерде адамның өзі көрмей қалуы мүмкін да. Ол саған түк бере алмайды. Ол өзін қазір ұрып тастап мына жаққа алып кете алады, түк
бере алмайды. Сол адамдар қасына келген кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи үйретіп отыр ғой, қанатыңды жай дейтін келгенге. Қараңыз қандай мәдениетті үйретіп жатыр да. Ақшасы барларға, дөкейлерге, қолына әрең алатындарға, қолына әрең беретіндерге қысықпа. Қанатыңды мыналарға жай дейді. Қараңыздар, уақфит жанахака, қанатыңды жай. Кімге? Лиманиттабака минал муъминин, өзіңе мұъминдерден ергендерге. Билалда дүк жоқ. Бірақ ол сенен басқа не көздейді бұл өмірде? Сен арқылы аталы иманға келді. Қанатың жайнаған. Мен осыны қалап тұрмын дейді сенен. Ән Аммар келе жатыр, қанатың жай. Ән Сухайб келе жатыр, қанатың жай. Тамағы жоқ, қарны аш. Міне, қараңыз қандай нәрсені үйретіп жатыр да, дін деген қандай нәрсені үйретіп жатыр да. Міне осындай білім берсе, құрметті жамағат, осындай білімдерден бастап берсін Алла Тағала. Көрдіңіз ба? Әйтпесе басқа бірден біліп, жаңағындай осындай нәрселерде өзара ақылақ болмаса, мысалы айтайық, ол кімге жағамыз деп ойлаймыз. Өйткені аналар жауап бермей жатыр, саған тіл тигізіп жүр. Аналар сені сүйеді, жанынан артық сүйетін алар. Бұларда түк болмаса да. Бұлар Құдайды сыйлағандар. Алланың сөзін өтірікке санамай, расқа санап иман келтіргендер. Алла Тағала жүрегіне қараймын дейді. Оның жаңа Билалдың табаны жарылып кеткен. Мен оның денесіне қарамайын, мен жүрегіне қараймын дейді. Сен де адамдарды денесі арқылы таныма. Жүрегі құранмен ба? Алланы мойындайма. Қанатыңды жай. Сен сол үшін жібергенбіз дейді сені. Міне, сол үшін жібергенбіз. Теріп алына жақсылардың бәрін, теріп ал. Міне, ертең ақыретте де бірге боласыңдар осылар. Қауызыңның қасына осылар келеді ертең. Міне, сондықтан ал енді аналарға келетін болсақ дейді жаңағыларға. Фәйна саука, енді аналар саған тілазарлық қылып, тыңдамаймыз біз сені дейтін болса, фақул, айт оларға дейді. Инни бариун мимма таъмалун. Ең бастысы, сендер істеп жатқан істердің ешқайсысына менің қатысым жоқ дейді Алланың алдында. Мен өз амалымды істеп жатырмын. Сендер өздеріңді істеп жатсыңдар. Сендердің істеп жатқан нәрселерге менің еш қатысым жоқ. Мен Алламен біргемін деп жатыр. Сол Аллаға қарай шақырам, сендер де Алламен бірге болуға қарай келіңдер. Ал егер де олар неше түрлі жаңағындай ұйымдастыратын болса саған қарсы, ва таваккал алал азизир рахим, сен тәуекел ет. Ей пайғамбар, әл-Азиз деген Аллаңа. Әл-Азиз деген сөз, оны жеңуші жоқ деген сөз. Жаңағы Абу Лахаб сөйтіп сөйлеп жатқан кезде, Алла қаласа оны сол жерде өшіріп тастайтын еді. Бірақ Алланың өзінің заңдылығы бар. Сен сол заңдылығының даналығын күтіп сабыр ет. Алламен бірге сабыр етуді үйрен. Ол білет не істеп жатқанын да. Мен сондықтан олар саған қарсы әрекеттер жасайтын болса, ауыр сөздер айтатын болса, сен тәуекел етуді үйрен Аллаға қарай. Өйткені Аллах Тағала әл-Азиз, абырой беделді. Міне, оны жеңуші жоқ. Егер ол өшірем десе өшіреді ол. Міне, жоқ қылам десе жоқ жібереді. Сол Азизге тәуекел ет. Сондай-ақ сол Азизге тәуекел етесің де ар-Рахим. Сондай-ақ ол саған және мына сенің қасыңдағы мүъминдерге рахымды. Егер сендерге бір зиян тиіп қалса, саған келіп Абу Лахаб бір сөз айтып қалса, ана Билалды біреу келіп ұрып кетсе ойламаңдар, Алла Тағала қайда қарап тұр, жаңағыдай рахымсыз емес деп. Жоқ, Алла рахымды. Бірақ сендердің осы діннің осындай қиындықпен келгеніне келесі өлетке сабақ қып қалдыру керек көп тұр дейді сендерді өнеге ретінде да. Ол әуелгілер бұндай болған. Ислам деген осылай келген. Мүмкін шүкір етер олар кейін. Мына осындай қиындықпен келген екен ғой. Біз шошаңдап жүріппіз деп та. Көрдіңіз ба? Бұл ислам сондай жаңа біз сияқты бір келіп мисуакпен жаңағыдай бір халал немен халал колбасамен басталған нәрсе емес, құрметті жамағат бұл. Оның қадірін білетін асыл дінің бұл. Ең керемет адамдар өтіп кеткен алдымызда, үмбеттің әуелгілері да. Мен солардың өміріне қарап, жаңағы сізді түсіріп қою үшін де атады деп. Мен осындай ғибраттар бар. Тәуекел ет, үстем әрі рахымды Раббыңа. Сосын нәрсені қараңыздар. Пайғамбар жүрегін аналар ауыр сөздер айтып жүрген ең кішкене жүрекке келеді ғой адам болғаннан кейін. Сосын Алла Тағала өзін жұбатады. Тәуекел ет, үстем және рахымды Раббыңа. Ол Раббың сені көріп тұр ғой дейді. Қарас. Иманына қандай нұр құйып отыр да қазір. Ол сені көріп тұр. Қай уақытта? Хина тақум. Сен барып намазға тұрған кезіңде түнде. Қарас. Қасыңда сахабаларың бар.
Қайта бір сәждеден екінші сәждеге, сәждеден рукуққа, рукуқтан жаңа қиямға, қиямнан рукуққа ауысып атқан кездеріңді ол көріп тұр дейді. Қарас. Сүйсінеді дейді сендерге. Құлдарымды қараш деп та, қарас. Намаз оқып атқан кезде Аллаға жақсы көретін көрсетіп отырған аят, қарас. Ол сені көріп тұр. Сен қиямға тұрған кезіңде және де сәжде жасаушылардың, сахабалар айтып отыр, бірге оқиды ғой енді кейде. Сәжде жасаушылардың арасында бір рүкіннен екінші рүкінге көшіп атқандарыңды бәрін көріп тұр дейді. Қиямға тұруың, сәждеге баруың. Алла Тағала намаз оқыған кезінде Алла Тағаланың назары сізде деп тұр ғой, құрметті жамаат. Міне, бұдан артық нәрсе бар ма? Егер де сенімді болғыңыз келсе, Алла Тағала сізге назар аударып тұр деп, онда сөзсіз ол намазға кірсеңіз, ол нақты сізге назар аударып тұр. Міне сол назарды сезе білгенде бұлар. Сондықтан сәжделері сезілген жүректерінде, рукуқтары сезілгенде. Сондай-ақ ол тек көріп тұрған жоқ. Иннаху хуас-самиул алим. Сондай-ақ ол сенің сөйлеп атқан дұғаларың мен зікірлеріңді естуші. Қарас қалай жақындатып отыр өзіне. Алим. Сондай-ақ сенің жүрегіңнің соғысын, жүрегіңдегі уайымыңды, ішкі дүниеңде қандай нәрсеге уайымдап атқаныңды қарас. Соның бәрін білуші дейді. Үш сифатын қандай керемет нәрселер берді. Қарас. Ол көруші сені, ол естуші, және де ол білуші. Сондықтан сен оған тәуекел ет. Қарас. Ол сені ешқашан жәрдемсіз қалмайды. Бірақ өмірде болатын нәрсе болу керек. Өйткені сені тәрбиелейміз дейді өміріңнің аяғына дейін. Инни апталика, сөзсіз мен сені емтиханнан өткізумен болам дейді пайғамбар. Неге? Өйткені артыңдағы үмбетке сынақтар нақты реальный түрде басынан өтіп атқан пайғамбар болу керек. Әйтпесе оны Алла қорғайды, бізді қорғамайды, не болып кетті деп айтуы мүмкін адамдар. Сондықтан сенің басыңа олардың басына түсетінен гөрі сенің басыңа көбірек түседі. Сол кезде олар саған қарап сынбауды, жаңағыдай сүрінбеуді, міне соны үйренеді, тәуекел етуді үйренеді, берік болуды үйренеді. Міне осы аяттар әуелгі жаңа мағынада түскен аяттар еді. Пайғамбарымыз саллаллаху сол ағайындардың бәріне ескертіп, оларды шақырады тура жолға. Содан Абу Лахаб деген нәрсе жаңа қарсы шығып, осындай жағдай болады. Бірте-бірте бұлар көбейеді. Бұл Абу Лахаб сияқтылар әрқайсысы әртүрлі жаңағы әрекеттер жасайтын болады. Абу Жахилге келетін болсақ, Абу Жахил ибн Хишам ибн ал-Муғиро. Муғиро деген кісіден Хишам деген бала туады, және Әл-Валид деген бала туады ғой. Әл-Валид ибн ал-Муғиро осы Абу Жахилдің көкесі. Әл-Валид ибн ал-Муғиро деген кісі Абу Жахилдің көкесі. Абу Жахилдің халық арасындағы танымал аты Абул-Хакам болатын. Абул-Хакам деген сөз даналықтың атасы деген сөз. Лақабын қараңыздар. Неге ол атап оған сондай лақап аты оған берілді? Өйткені Құрайшықтар Мекке Қағбаның айналасында өздерінің жиындары, жиын отыратын жиналыс орындары бар, үйлері. Олар Нәдуа деп атайды, ол жерде Нәди деп атайды. Сол жерде 50 жасқа толған адам ғана мәжіліске кіре алатын. Дума деген ұғым бар ғой бүгін. Солар ғой. Халық үшін думат ететіндер. Солар осылар отырады. Олар 50 жасқа толғандар ғана кіреді. Жаңағы Абу Жахил, Абу Әл-Хакам деп аталған бұған дейін. Даналықтың атасы деп аталған. Даналық деген, парасаттылық деген бойында нақты мықты болған. Парасатты, ұстамды, әр нәрседе ойланып сөйлейді. Байыбына жетіп барып сөйлейтін, шешімдері сондай. 25 жаста, жаңағы 50 жастағылар 25 жаста кіргізіп болады ғой іштеріне. Сен біздің арамызда болу керексің дейді. Абул Хакам деп сол кезде лақап ат берген. Даналықтың атасы деп та, даналықтың көкесі дегендей нәрселер. Данагөй деген мағынада. Содан Әл-Муғира ибн Шуғба деген сахаба радиаллаху анху сол кісі айтады: мен әлі исламға келмей тұрған кезімде бірде Меккеде Абу Жахил екеуміз кетіп бара жаттық дейді. Абу Жахил екеуміз кетіп бара жатқан кезімізде ең бірінші рет Алланың елшісін сол кезде көрдім дейді. Әлі бұл кезде әлі исламға келмеген едім дейді. Бірақ ең бірінші рет Алла елшісі деген тұлғаны сол кезде көріп едім дейді.
Ол бізге қарай қарама-қарсы келе жатты. Біз екеуміз келе жатты, қол жалғыз өзі келе жатты да, сөйтіп жолықтық. Жолыққан кезде Абу Жахлге айтты дейді. Я Абал Хакам. Ана сөзі қалай бастайды? Ей даналықтың атасы, Аллаға қарай шақырам сізді. Жауап беріңіз Аллаға және маған. Мен Алланың елшісімін деп. Соны Абу Жахл жаңа жерде айтады. Сен білесің ғой, егер саған керек болып тұрғаны, яғни сен егер мына сөзден қорқып тұрсаң, ертең мен жеткіздім ғой саған деп. Қияметте. Сосын мен жоқ, жеткізген жоқсың ғой деп айтама дегендей нәрсе. Жоқ, мен сен жеткіздің деп айтам дейді. Сол сөз керек болып тұрма саған дейді да. Мен саған айтам, қайталап айтам. Егер сен жеткіздің ба десең, мен жеткіздің сен дәл маған жеткіздің деп айтам дейді мен. Міне, бүгін мен саған айтам, сен маған жеткізетінді жеткіздің. Тіпті сенің жеткізіп жатқан нәрсең хақ болса да мен ермеймін саған дейді. Неге деген нәрсе болады енді. Сөйтіп пайғамбарымыз салсам кетіп қалады. Екеуміз келе жатырық дейді. Сосын маған айтты дейді, білесің бе, әй Мұғира, мен саған бір жағдайды айтайыншы дейді. Бұл кісі Хишам Махсум деген атаға тіреледі да, пайғамбарымыз да Килаб деген атаға тіреледі. Екеуі де Мурра деген атадан шығып жатыр. Мурраның Килаб, жаңа мысалы, сосын осы кісінің Махсум деген атасы. Осылар шыққан кезде, одан кейін жаңа Килабтан Қусай туады. Осы Қусай мен Махсумның арасында келіспеушілік деген бір нәрсе пайда болып, содан бір-біріне қиын болып кетеді. Бір-бірімен қарама-қайшылық көп, келіспеушілік көп, қызғану, бәсеке, күншілдік деген нәрселер болады. Енді бұл Абул Хакамның сол кездегі даналықтың көкесі деген нәрсені қараңыз да. Қусайдың балалары, біз жаңағы жиында отырған кезде, осы заманымызға қарасаң, сен анау бірнеше атадан бері, осы Қусайдың ұрпағы айтты. Қағбаның пердесіне біз жауапты болайық деп. Жарайды деп көндік дейді. Сосын бұлар айтты дейді күндердің бір күні. Туда бізде болсын деп, байрақ. Жарайды деп көндік дейді. Махсумнан ғой бұл. Көндік дейді бұл нәрсеге де. Сосын олар айтты, қажыларды біз сусын береміз, біз тамақ береміз деп суарамыз деген нәрсе. Жарайды сендерді ақ болсын дедік дейді. Сосын мына жиынның басқаратын ортасы, мына жиында біздікі болу керек деді. Оған да көндік дейді. Сонда қарас, көндіріп келатқан нәрсе не еді? Оның данагөйлік еді да, ұстамды, бұл да бір жақсылық бар дегендей келе жатқан. Қаншама іске көніп келатыр ғой, түсінсіз ба? Сөйтіп, бұлар да қажыларға істейтін нәрселерді, тамақтандыратын, су беретін, біз де тамақтандырып су береміз, жалпы күндердің бір күні иықтіресіп қалдық дейді. Сөйтіп, кәдімгідей бүйтіп иықтіресетін болғатын жағдайға жетті дейді бізбен бұлар. Енді келіп пайғамбарлықта бізден дейді. Ешқашан көнбеймен дейді. Көрдіңіз бе қандай нәрсе, қай нәрсе алып келген да? Анан бәріне көніп келіп, енді пайғамбарлық та менен деп тұр мынау. Міне, енді бұған көнемаймен де дейді. Пайғамбарлықты өздеріне қалаған дөкейлер, түсіндіңіз ба? Айута сухофам мұнашшара. Бұлардың іштеріндегі әр қайсысы қалайды дейді. Жаңағы Абу Лахаб болсын, Абу Жахл болсын, Ал-Валид ибн Мұғира болсын, Умайя ибн Халаф болсын, жаңа танысамыз кейін аттарына. Осылардың әр қайсысы осындай кітап бізге түссе еді ғой деп қалайды дейді. Түспейді дейді оларға. Өйткені сен қаландың Алланың елшісі болып ей Мұхаммед. Көрді? Олар сондай нәрсені айтқан. Неге бұл Құран бұған түскен? Неге мысалы маған түспеген деген сөзді айтқан Ал-Валид ибн Мұғира? Немесе ана Сақиф руынан Таифтағы көсемге неге түспеген? Қалай бұған түсіп қалды деген сөздерді ауздарынан шығып кеткен. Құран оны кейін өздерінің естеріне салғанда. Сондықтан осы Абу Жахл неден басталды? Адамның жақсы болып келатып, кейін жаман болып кетуіне қай нәрсе бар екен? Тәкаппарлық, көре алмау, қызғану. Қай мектеп қайталанып жатыр, құрметті жамағат? Бағанағы Іблісті айтты қой. Ібліс періштердің арасында сүйкімді, әдемі. Өйткені емтихан жоқ. Емтихан жоқ кезде адам белгісіз. Емтихан жоқ болды да, сөйтіп Аллах Тағала Адам алейхиссалам жаратты. Адам жаралды топырақтан, жаңадан ғана жаралды. Мыналардың стажы бар.
Олардың ішінде біліс жүр дегендей нәрсе. Періштелердің барлығы Алла тағаланы дәріптеп жатқан таза жаратылыстар мысалы. Сөйтіп Адам алейхиссаламға білімді үйретті. Ол білім періштелерде болмады. Адам баласына білім берілді, осы болашақта осы жерге керекті күллі білім берілді да. Кез келген нәрсені Алла тағала үйретіп қойған, әрбір нәрсенің атын айтып бере алады. Анықтамасын береді ғой. Қазіргі күні бір энциклопедия деген нәрселер болады ғой. Бір нәрсе жазылып тұрады, астында түсіндірмесі жазылып жатады. Кез келген нәрсені солай сөйлеп бере алатын білім берілген атамызға, Адам алейхиссаламға. Адам алейхиссалам біліммен түскен жерге. Кейін сол білімнің негізінде ұрпақтан ұрпаққа тарап, ғалымдар, неше түрлі докторлар пайда болып жатқан себептері сол. Дүниеге үлестірілген нәрселер ғой бәрі. Міне сондықтан сол Адам алейхиссаламды Алла тағала таңдаған кезінде, сосын Алла тағала мойындатты, білімнің негізінде оны көтерді, жауапкершілікті мойнына бергелі тұр. Сөйтіп Алла тағала қалады. Кім қалады? Әлемдердің Раббысы қалады. Сәжде қылыңдар деп періштелерге бұйырылды. Періштелер көрете қалды сәждеге. Қарас қалай бойысыну керек. Таухид деген нәрсе, құрметті жамағат, Алладан басқа тәңір жоқ деген нәрседе әлі жеткіліксіз. Егер бойысынуда проблема болса, кейбір нәрселерде егер пайғамбарымыз былай істе десе, мысалы, кешіре сал деген кезде бойысына алмай тұрсаңыз, ол сенде теория құр. Теорияң сахих, ол тозақтан сақтайды түбінде. Бірақ бұл жерде бойысыну деген нәрсе бар. Өйткені ібліс Аллаға серік қосып тұрған жоқ оған дейін, көрдіңіз бе? Ол нені серік қылды? Алла тағала нені серік қылды? Өзін, нәпсі. Анфусакум деген нәпс деген өзің. Оған бойсын дегенде бойысынуды бере алмады ол. Міне, әбә уәстәкбара, қаламады сәждені. Яғни қаламады Аллаға бойысынуды. Истәкбара, тәкаппарланды. Тәкаппарлықтың негізінде вакана минал кафирин, шүкірсіздерден, мойындамайтын кәпірлерден болды дейді. Соқта бойысыну деген нәрсені көріпсіз бе? Жаңағы пайғамбарымыз салсам келген кезде оларда мағлұмат жалпы бар, пайғамбар шығады деген нәрселер жүріп тұр бір. Екіншіден Құран оқылған кезде Құран жұлып әкеткелі тұр жүректерін. Өз тілдерінде түсірді ғой. Сіздіңіз бе? Өз тілдерінде түсірген. Бұлардың көпшілігінің мақта тығып жүргенде сол болған да, әсер еткетпесін деп. Міне, сондықтан осы жаңағы Абу Жахил тәкаппарланды, болды. Енді көнбеймін бұған деді ол. Біз көніп келдік сол күнге дейін. Бірақ енді соншама көніп келген нәрселерінің барлығы ол пайғамбар екендігіне көнуден түкке татымайды ғой ананың бәрі. Бағана Қағбаның пердесін жабамыз, қажыларды суарамыз деген нәрселердің барлығына келгенде, ішіндегі ең лайықты көнетін нәрсең оның пайғамбарлығына сенуің еді ғой, бойысыну деген нәрсе да. Мен бұны бере алмаймын деді ол. Сонымен күннен күнге ерекшет, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұйрығымен келеді. Ва роббака факаббир деген жаңа Муддассир сүресіндегі бұйрықты білесіздер, Раббыңды ұлықта, Қағбаның қасына келеді. Аллаху акбар, намазға кіріп кетеді. Қағбаның қасында Алла тағала өзі қорғаймын деді. Алла тағалаға тәуекел етеді. Алла тағала нұсқауымен Қағбаның қасында өзі ғана ашылды. 3 жылдан кейін кім ашылды? Өзің ғана ашты. Сахабаларға менің қасымда көп көрінбеңдер. Ескерту деп маған бұйырылды. Мен ескертемін қазір. Сонымен Қағбаның қасында намаз оқып жатады. Сәжде жасайды. Бұндайды көрмеген олар. Ана жиында отыратындар тура соның алдында сахнада отырған сияқты отырады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қарап қояды. Сосын Абу Жахил сөйтіп келіп жүреді да жиында отырғандарға айтады. Ана Мұхаммед келіп жүр ме әлі бұнда? Келіп жүр. Ана топыраққа маңдайын былғап жүр ме? Сәждені қараңыз қалай күліп сөйлейді. Топыраққа маңдайын былғап жүр ме? Олар да дейді оған. Мен сендердің орындарыңда болсам дейді. Егер мен оны көрсем солай істеп жатқан, мен мына аяғымен барамда мойнына басам дейді оны. Сөйтіп ақыры былғағысы келіп отыр екен жүзін, мен соның бетін топыраққа былғар едім дейді. Осындай сөзді бір сахабалар естіп, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям келіп айтады. Абдулла ибн Аббас риуаят етіп отыр. Аллахтың елшісі осындай нәрселер айтып отыр. Сондай бір зиян тигізіп қоймай ма екен деген нәрселер. Егер ол сол айтқанын істейтін болса дейді маған, не тіпті жақындап та үлгермейді, періштелер шап береді дейді оны. Маған сондай уақи келді дейді. Кәдімгі періштелер өлшектеп, ғудуан, бөлшектеп, паршасын шығарып тастайды дейді. Маған солай келді дейді хабар. Егер жақындайтын болса, аяғын дәл тигізем дейтін нәрсе болса, осылай істеймін деген нәрсе.
Сонымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағындай хабарлар ешқандай нәрсе әсер етпейді, қайтадан сол Қағбаның қасына келеді күнделікті, намазын оқып атады. Абу Жахил де келіп қалады сол кезде. Сөйтіп енді бағана ана өзінің отырған ақсүйектердің арасында отырған кезде уәде беріп қойды ғой енді. Оны орындамаса тағы болмайды. Олар да жаңағы күтіп отқан сияқты ол нәрсені. Сөйтіп жаңағы намыспен барып жақындап келе жатады. Қазір мен бұның бетін бұлғайым деп өстіп келе жатқан кезінде кенеттен артқа қарай ыршып түседі, қолдарын бүйтіп. Абдулла ибн Аббас риуаят етіп отыр осы хадисте. Сосын жаңағылардың қасына келеді, түрі деген бұзылып кеткен. Не болды саған деп. Алламен ант етем дейді. Алламен ант етем деген сөздер айтыла береді. Аллахумма я Аллахым деген сөздер айтыла береді. Алламен ант етем, онымен менің арамда оттан болған бір шұңқырды көрдім дейді. Оттан болған шұңқыр деген сөз тозақтың періштелері. Тозақтың періштелері деген мағына. Мен бір үрейді көрдім дейді. Хаулан, өте үрейлі нәрселерді уәжниха, қанаттарды көрдім дейді. Көзіме көрінді, мен ыршып артқа қарай кетіп қалдым дейді да осылай. Міне осы жағдайда Ибн Аббас айтады хадистің соңында. Егер де жақындағанда дейді, стиль деп аяғы тиетін болғанда дейді, тозақтың періштелері забәни деп атайды. Тозақтың періштелері жұлып парша-паршасын шығарар еді дейді сөзде. Міне өткендегі сіздерге белгілі Алақ сүресі бар еді ғой. Алақ сүресінің алғашқы 5 аяты ең әуелгі аяттар болып түскен. Сол қалған аяттары осы оқиғаға байланысты түскен. Сөйтіп Алақ сүресі тәмамдалады. Толық мазмұны жинақталады. Міне қараңыздар. Алғашқы 5 аяттан кейін 6 аяттан бастап оқимыз. Аузубиллахи минаш шайтанир раджим. Калла, әсте ол адамдар ойлағандай емес дейді. Иннал инсана ла ятға. Сөзсіз адам шын мәнінде шектен шығып бара жатыр дейді. Жаңағы күннен күнге шектен шығып бара жатыр ғой енді. Адам басына аяғын салам деп жатыр. Тағы да басқа оның істейді деген нәрселер көп. Абу Жахил. Мына нәрседен сабақ алайық. Не адамды жалпы шектен шығарадың? Қашан адам тәкаппар болып, өзінше болып, құтырып кетеді? Қашан? Себебі мынау дейді Алла Тағала. Ана жақта оқиғаны баяндайды, и ауруларды баяндайды. Қай жерде емдеу керек екен да? Қараңыздар. Ар-рааху стағна. Ол өзін бай көргендіктен дейді. Мұқтажсыз көргендіктен. Мен оны жараттым, малын бердім, саудасын жүргізіп қойдым, балаларын аман есен қылып қойдым. Не, тамағын ішіп жүр, қорытылып жүр, аман есен, мұқтажсыз сияқты болып қалған дейді. Көрді? Өзін мұқтажсыз, бай көргендіктен, бұған дейін ешкім оған барып, пайғамбарымыз салсам сияқты шындықты бүйтіп сөйлемеген еді. Ешкім оның алдында етіп сөйлей алмайтын еді. Көрдіңіз бе? Енді үйленбей жатыр ондай нәрсеге пайғамбарымыз салсам сөйлеген кезде. Пайғамбарымыз салсам Аллахтан ескертушісі, ол ешкімнің көңіліне қарамайды. Ол келеді, Алладан қорық дейді, болды. Кімнің баласы болсаң да. Алладан басқа тәңір жоқ. Тозақтан өзіңді құтқар дейді. Алланың адамы ол. Ол ешкім оны сатып аламайды. Ешкім оны өзгерте алмайды. Алланың елшісі деген солды. Шын мәнінде адам баласы шектен шығып бара жатыр. Өзін бай көргендіктен, мұқтажсыз көргендіктен, жағдайы болғандықтан. Не нәрсе адамды шектен шығарады екен? Қашан мансап берілсе адамға, Алласын жоғалтып болады екен. Қараңыз, байлық келсе, Алласы намаз жоғалып кетуі де мүмкін мысалы. Қазіргі заманға мысалдар. Сондықтан сондай нығметтерді оған берілген еді, ол келді шектен шығып жатыр дейді. Ары қарай қараңыздар. Пайғамбар, инна иля роббика руджға, оқы оларға осы аятта. Сөзсіз Раббыңа қарай қайту. Қазір ол мына жердің бетінде өзіне ғұмыр берілгенге дейін не істейді, не жейді, қалай жүреді, не сөйлеймін дейді, қандай қулық әрекет жасаймын дейді, саған қарсы, Құранға қарсы. Міне, бірақ ол Раббысына қарай қайтады дейді. Сосын мына нәрсені түсіндіріп жатыр. Араайталлази янха деп таза Абу Жахилге қарай қаратады аятты. Көрмедің бе әлгіні? Тыйым салып жүргенді. Не нәрсеге? Кімге тыйым салып жүр? Абдан менің құлыма. Қарасы. Қандай құлыңызға? Иза солла, намаз оқып отқан кезінде. Намазға тыйым салынғанды қатты жек көретін нәрсе екен. Алла Тағала. Міне, намазсыз, мына жердің бетінде намазсыз өмір сүруге болмайды. Бұл жер Алланікі ғой. Алланың жері ғой мынау. Жеп отқан тамағың,
істеп жатқан еңбегің, жүріп жүрген буындарың бәрі Алла Тағаланың бергені ғой. Қайтып адам намазсыз өмір сүреді жердің бетінде. Болмайды жердің бетінде намазсыз өмір сүруге. Мен сондықтан біреу намаз оқып жатса, Алласын ұлықтап жатыр. Намаздан тыйым салған адамды оңдырмаймын деп отыр ғой мына жерде Алла Тағала. Көрдіңіз ба? Намазға тыйым салу деген нәрсе. Намаз ол сіздің қадіріңіз ол. Намаз ол сіздің иманыңыз. Міне. Бақара сүресінде намазды иман деп атаған Алла Тағала. Міне. Ла юдиллаху иманакум. Алла Тағала имандарыңды ешқашан жоймайды дегенде намаз көзделіп тұр деген да. Дәл сол аятта Бақара сүресінде. Сондықтан құрметті жамағат, көрмедің бе әлгі тыйғанда, тыйым салып жүргенде, өйткені Қабаның қасында көрмейтін болайын деп тыйым салған ол. Тіпті келіп айтқан, үш рет айтқан. Әлем анхака я Мұхаммад, мен саған тыйым салмап едім, мынаны істеме деп Қабаның қасында. Мен саған тыйым салмап едім, мен саған тыйым салмап едім деп айтқан. Сонда пайғамбарымыз сасам айтады, кешегі көзіңе көрінген нәрсе қайта кеп қалмасын дейді. Сен бе маған ескерту жасап тұрған дейді. Сен кіммен қорқытпақшысың мені? Сен білесің ғой, мына Меккеде егер мен шақыратын болсам, көмекшілер ең көп жиналатын менмін ғой дейді. Рас. Сол аяттарға да қазір жауап береді жақта атады. Арайтайын кана алал худа. Бірінші Абу Жахлге мысал береді. Көрмедің бе әлгіні тыйым салып жүргенді құлға намаз оқыған кезінде? Ал көрмедің бе мынаны? Пайғамбарымыз сасымда айтып жатыр енді. Көрмедің бе? Егер бұл тура жолда болса ше, тыйым саласың ба? Тура жолда болған адамға тыйым саласың ба? Неге тура жолда жүрсің деп? Ау амара бит тақуа. Не, адам тура жолда жүр. Не біреуге барып тақуалықты бұйырып жүр. Сонда осы нәрселерге тыйым салына ма? Тура жол мен тақуалық Алланың хақысы емес па? Мұсылманның мұсылмандығы осы жерде емес па өзі? Сосын қайтаран Абу Жахлге сөзді қаратады. Ара айтайын каззаба ва тавалла. Көрмедің ба ананы? Иманды өтірікке шығарды. Мұхаммедті өтірікке шығарды. Құранды өтірікке шығарды. Онымен қоймай ва тавалла. Теріс айналды бұлай. Пысқырмады деген мағына жатыр. Менсінбеді. Сосын айтады. Әлем яғылам би анналлаху яра. Ол әлі білмеген бе? Алланың оны көріп тұрғанын дейді. Қарғыз, ескертіп қойды. Әлі білмеген бе Алланың оны көріп тұрғанын? Калла, әсте ол ойлағандай болмайды дейді. Ла иллам янтахи. Өзіне айтады тыйым дейді. Ол пайғамбар сасыма тыйым салып атты ғой. Мен сені тыймап бердім деп атты ғой ол пайғамбар сасыма. Ата айтады, егер бұл доғармайтын болса дейді, Абу Жахлге айтып жатыр. Егер бұл Мұхаммедке қарсы келе беруін, намаздан тыя беруін, тисе беруін, осы нәрселерді доғармайтын болса, ля насфаған бен насия. Оның мына кекілінен сүйретеміз дейді. Кекілді сөйледі ғой. Маңдай сәждеге жығылатын жер ғой. Күні әңгіменің бәрі сәждеден басталды ғой бағана. Адамның абыройы қайда? Ең маңдайыңды Аллаға жығасың да. Міне адамның абыройы қайда? Міне адам не үшін жаралған? Міне жермен адамның сүйкімді, ең сүйкімді тұсы осы да. Жердің үстінде сен бір бизнес жасайсың, жаңағындай атқа мінесің, шабасың, тағы басқа жүресің. Ең әдемі көрінісің жермен біріккен сәжде. Осы үшін жаралған бұл екеу. Мына маңдайың мына жерге тию керекті. Сол маңдайды жерге тигізбеген үшін ол, сол мына кекілінен сүйретеміз дейді оны ертең. Ана кекіл деген нәрсе, сосын мынандай сифат береді. Насиятин казибатин хотия. Өтірікші кекілінен, күнәқар кекілінен дейді. Негізі кекіл емес деп айтамыз ғой біз. Кекіл емес шығар, ол күнә жасап жүрген немесе жоқ. Жоқ, ол адамның сыртқы бейнесінде, мысалы, адам егерде мойындамайтын болса Алла Тағаласын, күнәқарлықпен жаңағы өтірікшілікті айтып отыр. Адам үстіне костюм киіп алып, костюм шалбар киіп алып, сосын осы Абу Жахлдің істеген нәрсесін істейтін болса, күнәқар костюм, өтірікші костюм деп аталады ол. Күн ба? Прическа жасатып алсаң, сөйтіп Абу Жахлдікін істейтін болса адам, күнәқар прическа, өтірікші прическа. Алла Тағала содан айтып жатыр, түсінсін деп. Сенің күллі денеңдегі нәрселердің бәрі осындай болып кетеді деп жатыр ғой. Сенің ең маңдайына кекіліңнің өзі абыройың. Абырой жоқ деп жатыр, болды. Аллаға бермегеннен кейін маңдайыңды. Алла мұқтаж емес сенің маңдайыңа, бірақ сен мұқтаж болып қою керексің маңдайыңды. Сен өйткені сол Алланың арқасында өмір сүріп жатсың ғой мына өмірде. Соның әмірімен келдің, соның әмірімен қайтасың деген нәрсе.
Егер ол доғармайтын болса, біз оның кекілінен шап беріп сөйлейміз. Күнәқар кекілінен, өтірікші кекілінен дейді. Қараңыз, соншалықты жек көру нәрсесі айтылып жатады. Күпірлікті, Алла Тағала күпірлікті қалай жек көреді? Күпірлікті сөйлеп тұрған адамның түрі де, прическасы да, көзі де, құлағы да күллісі жек көрінішті болып тұр ғой. Ал енді адам бұл өмірде сол нәрселермен ұнайды ғой біреуге да. Ал егер де ол Абу Жахл сияқты болса, онда ол полный форматында, көрді, Алла Тағалаға ұнамайтын адам. Не қарсы тыйым салатын болса осындай. Сосын ол жана айтты, менің шақыратын болсам, менің жәрдемшілерім көп, сенде ешкім жоқ дегендей. Анау әлсіз Билалдарды айтып тұрсың ба деген нәрсені айтып отыр ғой. Алла Тағала айтады, фәлиятғу надия, шақырсын онда шақыратындарын дейді. Қараңыз, Алла Тағала шақыру тастады. Шақырсын, айт солай. Аятты оқы дейді оған. Ей Абу Жахл, шақырсын шақыратындарыңды деп отыр саған Алла Тағала. Сонда Алла Тағала айтады, санадғу забания, забанияларды шақырамыз дейді. Алла Тағала айтады, тозақтың періштелерін. Бағана Ибн Аббас осы аяттың негізінде айтып отыр. Егер де пайғамбарымызға аяғын тигізген болса еді дейді мойнына, онда тозақтың періштелері парша-паршасын шығарып жіберетін еді дейді. Сондықтан ей пайғамбар, бұндай адамдар өмірде бола береді. Сенің үмбетіңнен кейінгі замандарда болады бұндай неше түрлер. Міне бұлар қой ана намазыңды деп намазыңа тыйым салатын болса, намазың ол сенің өмірің. Егер ол өшсе, сен өлдің. Сен Алладан связың өлді. Байланыс. Ол негізгі сенің адамдық бейнеңнің несі ғой мысалы. Көрдіңіз ба? Сондықтан былай істейсің дейді. Кәллә. Олар айта береді, пайғамбар. Олар саған осындай қарсылықтарын айта береді. Әсте олар ойлағандай болмайды бәрібір. Өйткені бағана айтты ғой, әл-Азиз, Азизге тәуекел ет деп. Азиз қалай солай болады. Ла тутиху. Ол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға келіп, намазды оқыма деп айттым ғой мына жерде саған, Қабаның қасында. Мына сәжде сияқты нәрсені істеме. Бізде болмаған бұндай нәрсе. Бойсынба дейді бұл мәселеде оған. Ертең де келіп оқи бер дейді. Бүрсі күні де келіп оқи бер дейді сол жерде. Егер бұл келетін болса, бұны шап бергелі тұратын періштелер бар дейді. Осыдан кейін жаңағы духы түсіп кетеді оның, мына аяттардан кейін. Кетіп қалады. Мына мәселеде тиісе алмай қалады. Сен оған бойсынба дейді, ей пайғамбар. Сен сәждеңді жасай бер дейді. Сен сәждеңді жасаған сайын уақыттар деп аяқталады аяттың несіне соңғы сөзі. Жақындай бер. Адамның Раббысына қарай жақындайтын сәждеңмен жақындай бер дейді маған. Сен маған қарай жақындай бер. Мен сенімен біргемін. Ол сөйлейтін сөйлей берсін. Міне. Осы жерде Алла Тағала түсіндіріп жатқаны, құрметті жамағат, Алақ сүресінде оқы деп бастады ғой өз басында. Біліммен бастағаннан соңына қарайтын болсаңыз, сәждеге берік бол деп отыр ғой. Күллі алған біліміңде сәждең бекем болсын дейді Аллаға. Сәждемен жақында дейді Алла Тағала. Сосын бұл сәжде, намаз деген нәрсе, бұл қиямет келгенге дейін, міне Құран оны сөйлеп қойғаннан кейін намаз деген нәрсе. Ол ешқашан өзгермейтін принцип діннің, міне. Ол қатып қалған принцип ол. Оны ешкім өзгерте алмайды. Түсінесіз ба? Сондықтан осы принципіңді өзің жоғалтып алма деп жатыр бізге. Өзің жоғалтып алма деп жатыр да. Осы принципің берік болса, мысалы, онда біз мына соңғы аяттарға жауап бердік. Бойсынба оған, сәждеңді жаса, жақындай бер деген нәрсе. Міне, біз 19 аяттан тұрады. Забания деген сөзді айтады. Өз тозақтың періштелері де 19. Қарыз ғой, 19 періште. Кейін Әл-Валид ибн Ал-Муғира, Құрайыштың Райханы деген атақпен жаңағы әйгілі болады. Сол меккелік кезеңде. Ол Алла Тағала енді байлықты берген, баланы берген, бақшаны берген, түйе десе түйе, сиыр десе сиыр, қой десе қой, күллі нәрсе бар. Жалпы жағдай керемет жасалған. Осы жағдайдың бәрін жасады, сондай-ақ Алла Тағала оны ақыл да берді, парасаттылық та берген еді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жолығады. Бұл Абу Жахлдың көкесі. Әл-Валид ибн Ал-Муғирамен пайғамбарымыз отырып, оған біраз Құран оқып береді. Құран оқыған кезде кәдімгідей жаңағы Құранды тыңдап, тұла бойы өзгеріп, ақиқат деген нәрсе, құрметті жамағат, Құран оқылған кезде олардың біреуіне кәдімгідей әсер етеді екен. Кәдімгідей. Уаджахаду биха деп Құранда айтады. Біле тұра мойындамады ғой дейді, қараңыздар. Вастайқанатха анфусухум дейді Алла Тағала.
ішкі дүниелерінің көзі жетіп тұр дейді хақ екендігіне. Қараңыз қалай сөйлеп отыр Алла Тағала. Ішкі дүние, жан дүниелерінің көзі жетіп тұр дейді хақ екендігіне. Соны жоқ әсер етпеді дегендей. Осы нәрсені күпірлік деп атайды екен өзі асылы. Келіп тұрған нәрсені бөгеуіңіз. Көрдіңіз бе? Сонда осы Әл-Уалид ибн Ал-Муғира пайғамбарымыздан Құранды оқығаннан кейін керемет әсер алады. Сонымен осындай түрін көріп бір адамдар қорқып Абу Жахлге барып жеткізеді, өйткені жерде істі бүйтіп айналдырып тұрған Абу Жахл ғой, қозғаушы күш. Өйткені машибиттерге бағанаға ерегісі бар, соның ішінде осы айналдырып, осы нәрсені қоздырып жүрген адамдардың бірі Абу Жахлге хабар жетеді. Әл-Уалид ибн Ал-Муғира Мұхаммедпен отырып еді, мүлде өзгеріп кетті дейді түрі. Алды ғой деп Мұхаммед өзіне қарай дейді. Содан Абу Жахл, мен онда барып қайтайын оған деп, сөйтіп келіп айтады. Біз ана сөздің өзін сөйлегенде намысына тию үшін да. Құлық деген енді керемет қой. Бағанаға даналықтың бәрі дінге қарсы жұмыс істеп отыр ғой енді. Түсінесіз ба? Дін үшін емес та. Сонда Әл-Уалид ибн Ал-Муғираға келіп айтады. Біз біраз қауымымыз біраз дәулет жинап қойдық сізге дейді. Сізге бір дәулет керек болғаннан бекен, содан кейін барған шығарсыз дейді Мұхаммедке. Әйтпесе сіз секілді адам бармайды ғой дейді оған. Қараңыз қалай бастайды. Сол біз дәулет керек болып тұрма деп сізге жинап қойдық, соны сізге берсек дегенде, сен не айтып тұрсың дейді. Қандай дәулет? Құрайыштағы малы ең көп мен емеспін ба дейді да. Енді Мұхаммед қалай алды екен деп біз ойлап отырық дейді сізді. Сол жаққа қарай жүрегіңіз кетіп баратқан сияқты ғой деп та. Сосын әсер әлі тұрады айтады. Алла, мен ант етем дейді. Мен қаншалаған ақындарды көрдім дейді. Не бір өлең жырларды білем. Сен өзің білесің. Өлең жыр дегенде, өлең жырдың күллі жаңағындай сөз орамдарын, ана рифмаларын, ұйқастарын менен артық білетін адам жоқ қой дейді осы неде Құрайышта. Қарас. Бірақ оның оқыған нәрсесі мүлде ұқсамайды дейді нәрсеге. Оның оқыған нәрсесі өте биікте тұр дейді. Қарас. Түбінен дейді суы төгіліп тұр дейді, былай су келіп жатыр, жемісі төгіліп тұрған нәрсе дейді анау. Ақын болып сөйлеп жатыр ғой, өзі ақын ғой өйткені. Астынан бұлақ атқылап, үстінен жемісі төгіліп тұрған нәрсе, күллі сөздердің үстіне шығып кеткен сөз дейді мынау. Бұл күллі сөздердің үстіне шығып кетуімен қоймай, астындағы сөзді талқанда қылып тұр дейді. Сіз қайтадан сол сен сөйлеп кеттіңіз ғой дейді Абу Жахл. Сіз сонда Мұхаммедке сеніп қойғансыз ба дегендей нәрселерді айтып. Сіз біздің ішіміздегі ең абыройлы, ең атақты адамсыз деген жаңағы мансап, нелер деген нәрселер бар ғой енді. Сөйтіп мансабын қозғайды, тағы басқа нәрселерін қозғайды. Енді сіз кетсеңіз, күллі адамдар сіз туралы енді жақсы сөз айтпайтын болады. Мансабыңыз бұрынғы мансап қалмайды сізде деген нәрседе. Бара тұршы, мен ойланайын дейді. Осы ойланған нәрсесі құртып тынады ғой. Кеп тұр, тек мойындай сау керек. Соңғы Алла Құранда айтады, Таңғылас Мәида сүресінде. «Уәмә якфур бил имани». Кім иманды мойындамаса деп сөйлейді. Көрдіңіз бе? Кеп тұрған нәрсені, әсерді мойындамаса. Мына жаққа ақылға келеді, Құранды естиді, ақылға кіреді, жеңіп баратыр. Жүрекке түсу қалды. Сол кезде жаңа адам таңдау жасайды да. Мынандай таңдау жасапты міне. Бірінші Алла Тағала оған берген нығметтерін айтады. Бұл өткенде біз Муддассир сүресінің 7 аятын алып едік қой естеріңізде. Пайғамбарымызға Иқрадан кейін түскен аяттар деп айттық. Осы Муддассир сүресінің жалғасы ретінде түседі қазіргі аяттар. Өз бірте-бірте сүрелер толықталып береді. Сонда Алла Тағала айтады: «Фаиза нуқира фин нақур», ей пайғамбар, сұрға үрленген күні, «Фазалика яумун яума изин яумун асир». Ол күн сондай ауыр күн болады. «Алал кафирина гойру ясир». Кәпірлер үшін жеңіл болмайды дейді. Пайғамбарымыз жаңағы хабарды естиді. Ол жаңағы Абу Жахлдерге беріліп кетеді. Сөйтіп Әл-Уалид ибн Ал-Муғира мансап үшін, байлық үшін сол жаққа кетіп қалады болды. Сонда Алла Тағала айтады: «Зәрни ва мен халақту вахида». Маған қалдыр дейді оны. Уайымдамай-ақ қой дейді. Әлгі Құрайыштың райханын маған қалдыр дейді. Әлгі дара жаратқанымды дейді. Қоғамда болады ғой, мысалы елінің елеулісі, халқының қалаулысы деген нәрселер. Көрдіңіз бе? Дара туған дегендей нәрселер болады. Ана дара жаратқанымды маған қалдыра сал дейді.
немесе жалғыз жаратқанымды деп кейбір жаңа тәпсірлерде түсіндіріледі. Яғни анасының құрсағынан шыққан кезде ол еш нәрсесі шыққан дегендей. Бірақ ол еш нәрсесі шыққан деген нәрсе ол бүкіл адамға тән сифат. Сондықтан бізде уахида деген сөз дара. Ана енді өзін дара тудым, дара болдым деп тұр ғой енді ол. Енді осы Құрайштың дарасымын мен деген. Тіпті жаңағы сөзді айтқан Құран неге маған түспейді дегендей. Неге оған түскен деген нәрсені. Сөйтіп адам өзін дара көретін болса, ана өзін дара көрген мен жаратқанды маған қалдыра сал дейді. Сөйтіп баяндайды, қараңыздар. Ва жағалту лаху мәлән мәмдуда. Мен дейді оған, осы күнге дейін сарқылмай келатқан малын жасап берген дейді. Дәулетін. Мен оған сол малды мен дейді төгіп жасап берген. Ва банина шухуда. Сондай-ақ 10 баласын беріп, көз алдында ешқашан қасынан кетпейтіндей қасына қойып қойғам дейді 10 баласын. Жұмыстың бәрін қызметшілер істейді да, 10 баласы қасында еріп жүріп, оның қасына ертіп жүріп мақтанады. 10 балам бар, 10 балам бар дейді. Әрбір жиналыста бәрі қастарына келіп отырады, үйлеріне қайтады. Осындай бір жаңағыдай бір қызықты өмір болды өздері үшін. Көзінің алдында жүретін 10 баланы да мен ғой дейді оған сыйлаған. Ва махатту лаху тамхида. Бұл жаңағы малдан басқа қаншалаған нығметтердің жолын төсеп тастағаным дейді астына. Мал да бар, егін де бар, Таифта бақшалар бар, виллалар бар, қазіргі тілмен айтқандай, мысалы, табиғат о жақта күшті, құрма ағаштар, енді күллі жағдайды жасайдым. Осы күнге дейін сынау үшін саған жауап бере ме, жауап бермей ме? Егер жауап берсе арттырады. Ақыл білімге дейін берілді, сезімге дейін дұрыс берілді. Тек саған жауап бере ме, жауап бермей ме? Осы жердегі дейін тексереді екен. Бағанағы Іблістің тексерілгені қайталанып жатыр мектеп, түсіндіңіз бе? Ібліске де сәжде қылыңдар деген тұрып қалды ғой. Бұл да жақсы болып келатты, Құрайштың райханы болып келе жатты да, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен Алланың елшісімін, Аллаға иман келтір деген кезде тұрып қалды. Біле тұра. Құранды өзі жаңа сипаттады керемет сөздермен. Енді бұл дейді, сүмә ятмағу ан азида. Бұл өзі дәметіп жатыр дейді әлі. Әлі дәметуде мен оған арттырама деп дейді. Осы күнге дейін Алла тағала беріп келатқан нәрсесі, қараңыз. Сол осы Алла тағаласына шүкір ететін күнге дейін беріліп келатқан нәрсе еді. Енді қараңыздар, кәллә, дәметуде дейді бұл. Әлі де маған Алла бере ма деп. Кәллә деп кеседі Алла тағала. Әсте енді олай болмайды дейді. Қараңыз. Нығметке шүкірсіздік жасалды. Нығметке шүкірсіздік жасалған кезде инна азаби лашадид дейді Алла тағала. Азабым менің қатты дейді. Сонда сифаты неге енді бұған Алла тағала нығметті тағы да арттырмайды? Бұл жерде өзімізге сабақ алайық. Неге нығмет артпай қалды дегенде иннаху кана ли аятина анида дейді. Өйткені ол біздің аяттарымызға біле тұра қарсыласты. Анида деген сөзді қолданылады. Ол сезіп тұр, мына жақта біліп тұр. Біле тұра қарсы келді дейді. Біле тұра мойындамады. Не үшін? Мансап үшін. Құрайштың ішіндегі сол Абу Жахилдердің арасында Құрайштың ішіндегі ең атақты мансабы зор деген нәрсені жоғалтып алмас үшін. Енді қараңыздар, қай нәрсе Алланың жолынан бөгейді адамды, қиямет күнгі азабы сол жағдаймен жасалады екен. Мысалы, саурхиқуху сауда. Мен оны мәжбүрлеймін дейді Алла тағала айтады. Мен мәжбүрлеймін оны тозақта өрлетемін дейді. Өрлеу деген азап бар екен. Соғут деген нәрсе өрлеу азабына салам дейді. Неге өрлеу азабы дегенде атам мансапты жүрегіндегі дерт әкелген мансап. Өйткені адам өскісі келді бұл дүниеде. Өсу үшін Құранға қарсы келді ол. Дүниеде басқалардың арасында өсуін жоғалтып алмас үшін Құранға қарсы келе салды, мойындамай салды. Сондықтан қияметте жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның осы аятқа байланысты айтылған тәфсірлерінде үлкен тау жартас деп айтылған. Тозақтағы жартасқа бұл дүниедегі ешбір таудың биіктігі жетпейді. Үлкен. Бір риуаятта жылтыр тас деп келген. Сонда Алла тағала қалайды, мәжбүрлейді. Жаңағы тозақтың періштелері мәжбүрлейді, жаңағы тауға қарай шығарады дейді. Анау шығып атқан кезде қолдары жабысады, аяқтары жабысады. Міне қайтаран өседі. Оп-оңай Алла тағалаға. Қайтаран. Мен соған өрлетеміз неге? Өйткені дүниеде ол соны қалаған дейді. Өсуді қалаған дейді да.
кімде-кім дүниеде өсуді қалап, сол өсу деген нәрсесі Алланы мойындамауға келсе, мен оны сол өрлейтін азапқа салам дейді. Азаптың түрін көрдіңіз ғой қандай нәрсе? Өрлейтін азапқа. Бағанағы мысалы отын тасып жүрген еді, кімнің Абу Лахабтың әйелі өсек тасып отқа май құйып жатыр еді. Не деді Алла Тағала? Мойнына отын таситын, өзі мен күйеуінің астына отын тасып тұратын сондай нәрсені арқалатып қоямыз дейді. Жаза адамның істеген ісіне байланысты болады екен дейді. Көрдіңіз бе? Міне, енді себебін айтып отыр. Бұл жаңағы Абу Жахилдің қасынан кеткеннен кейін ойланды. Иннаху факкара. Қараңыздар, Абу Жахил айтты: егер сен бізбен болсаң, онда сен қауымыңа көрсет бізге сендір. Сен айт, мен мойындамаймын бұл Мұхаммедті деп. Жоқ дегенде, мен оныкін өтірік деп есептеймін деген сөзге дейін айт. Біз сене алмаймыз. Біз сіздің абыройыңызды бұқаралық ақпаратта талқандап жібереміз ертең деді. Соған ойланып қалды ол. Көрдіңіз ба? Мансаптан түсіп кетпес үшін. Не істеді? Үйіне барды да, қараңыздар, расында да ойланды дейді анау. Расында да ойланды, уақаддара. Тіпті Құранға қандай баға беретінін белгілеп отыр дейді. Қараңыз, бағасын бағана белгілеп қойды ғой өзі. Мынау биік сөз деп. Алла ең бірінші дұрыс сөзді салып еді ғой тіліне, жүрегіне де. Енді қараңыз, не айтсам екен бұл жерге деп отыр. Қандай нәрсені бұқаралық ақпаратқа таратсақ, Құранда адамдар тыңдамау үшін. Қараңыз, қандай нәрсе жасалып отыр. Уақаддара. Бір бағана жауапты белгіледі, дайындады дейді. Сонда ата айтады: фақутиля қайфа қаддара. Белгілеген бағасынай өліп кеткір. Қалай белгілеп жатыр десеңші дейді Атағала. Қалай батылы жетіп жатыр дейді оны. Сумма қутиля қайфа қаддара. Тағы да өліп кеткір деп айтам. Қайтып белгілеп жатыр дейді Құранға бағаны. Құранға баға беруші ме еді адам мұндай, мысалы. Не айтсақ екен, Құранды өтірікке шығару үшін деген. Ол Құран деген дәрежелі Құран ғой. Сол бүкіл эмоциясын көріп тұрған Тағала. Түгел эмоциясын салды аятқа, қараңыз. Ойланды, белгіледі, өліп кеткір, қайтып белгіледі. Өліп кеткір, қайтып белгілеп жатыр десеңші. Сумма назара, сосын тағы назар аударды эмоцияларын. Сумма абаса ва басар, сосын қабағын тыржитты, сосын қаттырақ қысты. Не айтсам екен деген ойланып отқан адамның түрін жасап жатыр. Көрдіңіз бе? Қабағын шытып, тағы түйе түсті. Қайсысын айтсам екен деп отыр дейді. Сумма адбара вастакбара. Сол жерде мына нәрсені ойлаған екен. Ақиқатты айтайын ба, өтірікті айтайын ба деп. Келесі аятын қараса, сумма адбара. Ақиқатта бір жола теріс айналды дейді. Мансап жоғалқама керек өмірде. Вастакбара. Тәкаппарланды, іблістің киімін қайталады, ібліс қол шапалақтады. Фақала, сөйтіп бағасын берді. Қандай баға? Ин хаза илля сихру юсар. Бұл деген бір сиқыр, ұрпақтан ұрпаққа мұраланып келе жатқан. Көрдіңіз ба? Бұл бір сиқыр деген нәрсе. Сөйтіп Абу Жахил айтты: сиқыр деген сөзді таратыңдар деді. Қоғамда күллі жерде сиқыршыны тыңдамаңдар, сиқыршыны тыңдамаңдар деген ертеңіне. Қарас қандай нәрсені сұрап алды өзіне. Алла Тағала не дейді? Жаңағы кісінің сөзі: бұл тек қана мұраланып, әсерлі бір сиқыр екен. Мен негізі енді оны әсерлене қоятын адам емес едім өзі. Бірақ енді кәдімгідей әсерлеп мен алып кете жаздады бұл сиқыр дегенде. Сол үшін юсар деген сөзді өзін ақтау үшін қосқан ғой. Көрдіңіз ба? Бұл тек қана сиқыр деді да, сосын өзін ақтап алу үшін, кеше басқаша сөйлеп өттің ғой деген сөзге жауап ретінде әсерлі сиқыр екен енді. Содан мен әсерленіп қалып, сөйтіп айтып қойғам ғой. Ин хаза илля қаулул башар. Ал шындығын айтатын болсам, бұл бір мына Мұхаммед деген адамның сөзі ғой дейді. Қараңыз, адамның сөзі бұл. Естиді Алла Тағала, бағана кімді де отқа тастаймыз, күйдіреміз деді Абу Лахабты. Тура солай, сауслихи сақар. Мен оны сақарға салып күйдіремін дейді. Уама адрака ма сақар. Сақардың не екенін қайдан білесің дейді сен. Ей мүминдер, сендер білмей қойыңдар дейді бұны. Шындап келгенде бұл ла тубқи ва ла тазар. Бұл бір кәпірді қалдырмайды дейді оны.
түгелін толық күйдірмей, түк қалдырмай күйдіреді екен. Содан кейін оны қайтадан жасап шығарады. Оны лә тазар дейді. Міне, жайына қалдырмайды дейді бұл. Көрдің бе? Күйдіреді да, қайтадан таза денені, таза кожаны теріне береді. Ниса сүресінде айтқандай, инналлазина каззабу би аятина, расында біздің аяттарымызда өтірікке шығарғандарда сауфа нуслихим нара, біз оны отқа салып күйдіреміз дейді. Сол күйдірген кезде надижат жулудухум, қараңыздар. Куллама надижат жулудухум, әрдайым терілері күйіп біткен кезде бәддәлнәхум, қараңыздар. Біз оларға қайтадан жаңа терілерді ауыстырамыз дейді. Лиязуқул азаба, азаптың дәмін тату үшін дейді. Мәңгі бақи соны айтып жатыр. Терісінен түк қалдырмай күйдіреді де, сосын қайтаран өсіп шығып, осылай мазалай береді оны мәңгі дейді. Не бұл Алла Тағаланың ескертуі болып жатқан. Лауахатул лил башар, теріні толық күйдіреді дейді ол, түк қалдырмайтын нәрсе. Алайха тисата ашар, ол тозақтың үстінде 19 періште бар дейді. 19-ақ періштені күллі жаңағы кәпірге жауап табуға жаратып қойғанда мысалы. Міне, Валид ибн ал-Муғираға байланысты осындай аяттар түседі. Міне, осылайша пайғамбарымыз күннен күнге олардан зиян шегіп бастап келе жатыр. Сондай-ақ оларға Алла Тағала шақыру тастайтын жерінде шақыру тастап, баратын жерлерін ескертіп жатыр. Міне, осыдан жаңағы ақылға келетін адамдар келіп жатты, ойланатындар ойланып жатты. Күннен күнге жаңағы иман келтіретіндердің саны бірте-бірте артып жатты. Міне, осылайша арғарай келесі сабақтарда Құдай қаласа жалғастыра береміз. Жалпы бұл пайғамбарымыз халыққа ашық насихатын бастаған кезде, міне, ашық насихаттың жаңағы әсері осылай бола бастады. Міндетті түрде қарсы шығатындар пайда болды да, өткендегі Варақа ибн Науфалдың оқиғасын білесіздер ғой, Хадиша анамыз ертіп барған кезде Варақа ибн Науфал не деп айтып еді? Шіркін-ай, сол кезде тірі болсам ғой, сені қауымың қуып шығатын күні деген кезде. Сонда қалай қуып шығады деген, міне енді көріп жатыр да көзімен. Мені сонда қуып шығам олар? Әрине, сен келген нәрсемен келген әрбір адам, яғни әрбір елші өз заманында оған дұшпандық жасалған еді дейді. Сөйтіп дұшпандық өзінің аталас руларынан жасалады. Міне, ары қарай Құдай қаласа жалғастырамыз. Алла риза болсын баршаларымызға иншалла. Субханакаллахумма бихамдик нашхаду. Ақпарат ұнаса арнамызға жазыл.